мына тағдыр мәселесі бойынша, Ысқақ дегеннің сұрақтары бойынша сол әлеуметтік желідегі сұрақтарды жинап әкелдім. Ысқақ деген бір кісі деп мен естідім. Енді ол кісіні өзім өмірімде көрген адам емеспін. Әлеуметтік желідегі сұрақ деп жатсыңдар, бір бауырымыздан қойылған сұрақ деп. Ол бүгін кеше пайда болған сұрақ емес ол. Ол бұрыннан бар сұрақ. Сондықтан тағдыр деген бұл өлшенілген дүние деген сөз. Дау мәселесі, егер оны әдептер сақталмаса, дауласу, жауласуға кетіп қалуы мүмкін. Егер дейді, Аллах тағала бәрін алдын ала білсе, менің тозаққа баратынымды да белгілі болса, онда мені жарату подстава емес па дейді. Оны періштелер де білмейді. Періштелер біледі Аллах тағдыр жазған, бірақ ол қалай процесс орындатылады. Қиямет күні ақыр заман қашан орнайды деген сұрақты қояды. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа солсын білмейді. Уама адри ма юфалу юла бикум деп айтқан. Ол кісі пайғамбарлығын дін тарап жүргенде, мен білмеймін, маған не болады, сендерге не болады, мен білмеймін дейді. Пайғамбар білмеймін дейді. А сен кітапты оқып келгендей қылып сөйлеп жатсың да, бұл подстава емес па? Жүзі тотальный контроль. Енді дін саласында болған екенбіз, дінге қатысты нәрселерді қараймыз ғой. Илон Маск Құдайға сене ма, сенбей ма деген сияқты. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл Тілек подкаст каналы. Бүгін бізде қонақта дінтанушы Дарын Мұбаров ұстаз. Бұл кісіні тағы да шақырып отырмын, өйткені бізде бірінші түсірген подкастымызда көптеген сұрақтар болды. Сол сұрақтарға байланысты Дарын Мұбаровты тағы да шақырып отырмын. Енді бұл кісіге рахмет, өзінің алтын уақытын бөліп келіп отқанына. Ұстаз, қош келдіңіз. Сосын бұл каналда, бұл алаңда біз дін, ғылым, қоғам туралы ашық, бірақ мәдени түрде сөйлесеміз. Біздің мақсат дау шығару емес, түсіну. Және ең бастысы мұсылмандарды бөлу емес, керісінше бірлікке шақыру. Және де мен бір Құраннан қарап едім. Али Имран сүресі 103-ші аятта жазылған екен, барлығың Алланың жібіне, дініне жабысыңдар және бөлінбеңдер деген екен. Оның енді қысқаша мағынасы мұсылмандарға нақты бұйрық бірігу, бөлінбеу деген екен. Сосын тағы бір маңыздысы Бұхари Мүслімде мұсылманға бауыр дейді. Оған зұлымдық жасамайды және тастамайды дейді. Ұстаз. Соған байланысты енді біз бүгін көбінесе мына TikTok'та, әлеуметтік желіде мына тағдыр мәселесі бойынша жаңағы мына Ысқақ дегеннің сұрақтары бойынша сол әлеуметтік желідегі сұрақтарды жинап әкелдім. Сол сұрақтарды бүгін сізге қойсақ, енді бүгінгі тақырып өте күрделі болайын деп тұр. Көп адамның ішінде жүр, тіпті айтуға қорқатын сұрақтар да бар. Сол сұрақтарды сізге ашық қояйын деп отырмын. Онда бастаймыз ба? Жақсы. Бірінші сұрақ сізге енді мына кеңінен түсіну үшін көрермендер, мына тағдыр дегеніміз не? Осы сұраққа жауап бере кетсеңіз. Жақсы. Бисмилла. Енді жаңағы аят ол, Құранда келген, уақтасын бихаблил жами ула тафаррақу. Аллахтың жаңа арқаннан бәрің бір дінді айтып жатыр ғой. Бірігістіңдер да бөлінбеңдер деп келген. Бірақ бөлінбеу деген бөлек, одан кейін кейбір тақырыптарда адам ой пікірін білдіру деген сияқты бір неге жету үшін деген сияқты бір дискуссия дейміз ғой. Ол өзінше бөлек нәрсе. Оны кейін түсіндіреміз. Бірақ оның өзінде әдептер бар. Бет алды адам кірісіп кетпеу керек. Шариғатта көрсетіліп қойған. Өйткені сен келіспейтін тақырыпта дауға түскен адам, ол сенің дініңде болсын, сенің дініңде болмасын, ол сенің пікіріңді қолдайтын болсын, қолдамайтын болсын, оның хақысы бар. Енді әр адамның өзінің ойы бар ғой. Бірақ соған егер бір тақырыпты түсіндіру керек болатын болса, онда тәртібі бар. Ваджадилхум биллати хия ахсан. Дауға түскен болатын болсаңдар, көркем түрде түсіңдер дейді. Енді бұл араб тілінің грамматикасы, оны білетіндер өзінше бөлек сөйлеп жатыр. Ахсан деген сөз жай ғана көркем емес, өте көркем түрде. Яғни кісіні кемсітпе, мазақ қылма, келеке етпе деген сияқты ойын айту алуға мүмкіндік бер.
тыңдап болған болсаң, сенде басқа ой болса айтуға тырыс деген сияқты осындай бір тәртіптерін сақта дегенді білдіреді. Әйтпесе жаңағы дау мәселесі, егер ол әдептер сақталмаса, дауласу жауласуға кетіп қалуы мүмкін. Дауласу жауласуға кетіп қалуы әбден ықтимал. Мынандай нәрсе сияқты мен айтып кетейін қазір. Бір қысқаша енді бұл мәселеге байланысты бөлінбеңдер дегенге. Құранда Аллах айтады, адам көп мәселеде дауласқыш деген нәрсе бар. Бұл біздің табиғатымызда бар нәрсе. Ол мүмкін кейбір мәселелер, дау тақырыптар ол үлкен бір енді ел бір әлеуметтік желіден көріп болмаса сондай көретін дауларда болатын шығар деген сияқты. Кей кезде кейбір дау болады, дос пен достың арасында, оны ешкім біліп жатқан жоқ. Ерлі зайыптылардың арасында даулар болады деген сияқты. Қарапайым сондай бір нелер болады. Көпшілік енді өйткені дауласпайтын өзі адам аз. Бір келіспей қалушылық деген сияқты. Бірақ оның ар жағында бұл бөлінуге, жауласуға алып келетін дау болмау керек. Сондықтан енді дауға түсетін адамға байланысты сен бір тақырыпта түсетін болсаң, ода сен білімің бар ма, жоқ па, соны қарау керек. Екінші, сен мінезің бар ма, жоқ па, оны қарау керек. Мысалға бір адамдар болады, білімі бар, бірақтан мінезі жоқ. Оған да мысалға шариғат бойынша мақұлдамайды. Өйткені ол барғаннан кейін ашуға берілуі мүмкін, ашу үстінде артық сөз сөйлеуі мүмкін, біреудің намысына тиіп кетуі мүмкін деген сияқты. Бұл да болмайды. Сол үшін өзінің мінезін кішкене нашар екенін білетін адамдар білімді болса да мінезін дұрыстағанша дауға түспеген жақсы. Өйткені бұл жаңағыдай жаман жағына ауып кетпеу үшін. Сол үшін жаңа дауға түсетін адам біліммен болу керек. Білімің болмаса дауға түсуге болмайды. Екінші, дұрыс мінезің болу керек. Мінезің болмаса ол да дауға түсуге болмайды. Егер осы екі нәрсе біріккен болатын болса, онда мүмкін. Онда бір адамдар тыңдап деген сияқты. Ал енді дауды тыңдайтын адамдар болады. Ол өзінше бөлек нәрсе. Дауды тыңдайтын адамдар болады, бір адамдар болады. Бұлар осы тақырыпты талдап жатыр екен. Кім не дейді екен? Бұның дәлелі қандай екен? Бұның дәлелі қандай екен дейді, содан өзіне қорытынды шығарады. Бір адамға қорытынды керек емес. Оған қызық керек. Болады ғой, мысалға көшеде кетіп бара жатқан кезде саған қатысы жоқ, сенің итің емес, басқа да емес, бір көршінің иті болуы мүмкін, екі ит төбелескен болатын болса, адамдар жиналып қарап тұруы мүмкін да, ажыратпай. Тауықтың төбелесі, иттің төбелесі, қошқардың төбелесі деген сияқты. Енді бұлар енді қолдан жасайтын болса, жануарға зиян жасауға болмайды ғой. Бірақ адамдар соны көріп отыратын адамдар болады. Сосын әңгіме қылып отыру үшін. Бір адамдарға ол ақиқат іздеу мақсатында емес, басқа емес, оған қызық, не дер екен? Бұны сындырып тастады, үйтіп тастады деген сияқты. Енді жаңағы неге байланысты тағдыр мәселесі, тағдыр мәселесі негізі күрделі. Жаңағы мен жаңағы әлеуметтік желіден алдым деп жатсың ба? Енді ол сұрақ, мен ойлаймын, маған тікелей қойылған сұрақ емес, мүмкін әлеуметтік желідегі сұрақтар шығар деп ойлаймын. Жаңа сен айтып жатсың ғой, Ысқақ деген бір кісі деп мен естідім. Енді ол кісіні өзім өмірімде көрген адам емеспін. Біле қоймайды екем, ол кісіні тани қоймайды екем. Бірақтан енді маған ол кісінің бір тікелей сұрақ қойған жері жоқ. Егер әлеуметте бір сұрақ қойған болатын болса, біз көрейік, оны жауап беруге тырысайық. Ал енді тағдыр мәселесінде сен жаңа айтып қалдың, сұрақ деген сияқты. Тағдыр деген шариғатта бар нәрсе. Өзі мұсылманшылықта иман келтіруде Ханафи мазхабы бойынша 7 парыз дейді, кейбір ғалымдар 6 парыз дейді. Енді бір қарама-қайшы емес, яғни толықтырушылар ғой. Сол 6 Аллаға иман келтіру, Алланың кітап түсірген кітаптарына, жіберген пайғамбарларына, періштесіне деген бар. Жаңа қиямет күніне иман келтіру деген бар. Соның ішінде бір тармағы тағдырға иман келтіру. Тағдырда кездесетін жақсылық болсын, жамандық болсын деген сияқты осыған иман келтіру деген нәрсе бар. Ол шариғатта келген. Оған несін мүмкін ол бір иманның бір тармағы болып есептелінеді. Тағдыр мәселесі осы, иә? Шариғатта оған иман келтіру деген бар. Енді оның өзінің түсіндірмелері бар. Тағдыр дегеніміз енді Аллах Тағала бүкіл жаратылысты жаратты. Бұл мынандай нәрсе ғой. Тағдыр деген біз оны өзіміздің төл сөзіміз ретінде қолданамыз. Түбірі арабтың сөзі. Қазақша алатын болсақ, таза бұның қазақшасын өлшем, жазмыш. Қазақта кей кезде үлкен кісілер қолданады ғой. Жастарда мүмкін сирек болуы мүмкін. Жазмыштан озмыш жоқ деп қояды ғой. Бір өмірде бір сәтсіздік болып қалды ма, жолда келатып дөңгелегі жарылды ма деген сияқты. Сол кезде жаңағы ашуды, ызаны басу үшін енді жазмыштан озмыш жоқ дейді. Сондықтан тағдыр деген бұл өлшенілген дүние деген сөз.
енді Аллах тағала әлемді жаратқаннан кейін бір өлшем беріп қойды оған деген сияқты, соны жазып қойды деген сияқты. Аллах тағала бәрін білуші, жаратушы деген тақырыптарды қамтиды оның ішінде. Одан кейін жаңағы жазмыш дейміз ғой, пешенеңе жазғаныңды көресің деген сөздер бар ғой. Пешенеңе жазғаныңды көрерсің деген сияқты. Осы сөздер бұл жаңағы шариғатта келген иманға, яғни тағдырға иман келтіру тақырыбына алынған. Оны тағдыр деген біз өзіміздің төл сөзімізді қолданамыз, бұған енді түсіндірме керек емес деген сияқты. Бірақ және бір қазақшалай түсейік, және аша түсейік десек, бұл сөздің тілдік аудармасы өлшенген дүние және жазмыш деген нәрсе береді мағынасы. Сосын мына екінші сұрақты қойсам, әлеуметтік желідегі сұрақ қой бұл. Мына подстава логикасы туралы, мына егер дейді Аллах тағала бәрін алдын ала білсе, менің тозаққа баратынымды да белгілі болса, онда мені жарату подстава емес па дейді. Егер сценарий белгілі болса, онда адам бұл өмірде тек рөл ойнап жүр ме дейді. Жақсы түсіндім. Бірінші, жаңа өзің айтып отырсың ғой, тағдыр мәселесі күрделі мәселе деп. Шынымен де күрделі мәселе. Сосын мынандай нәрсе бар. Бір нәрселер бар, оны Аллах біледі, адам біле бермейді. Яғни кез келген нәрсенің бір шегі бар. Мысалға, Аллах бізге көз берді. Көздің қабілеті көру. Бірақ ол көреді, бірақ шексіз көрмейді. Кей кезде перде кедергі болуы мүмкін, болмаса қашықтық кедергі болуы мүмкін. Адамға құлақ берілді. Құлақтың қасиеті есту. Бірақ ол бәрін ести алмайды. Бір дауыстар бар, біз оны ести алмаймыз деген сияқты. Өте бір нәзік дауыстар бар дегендей. Бірақ енді өзімізге керекті дәрежеде ол дауысты естуіміз мүмкін. Сол сияқты адамға берілген ақыл бар. Ақыл бір нәрсеге дейін шамасы жетеді, жетпей қалатын тұстар бар. Адамға берілген білім бар, білімнің де бір нәрсеге жететін жері бар, және жетпей қалатын тұстар бар. Енді жаңа тағдыр мәселесі подстава деп жатыр ғой, ол жаңағы әлеуметтік желідегі сұрақ деп жатсыңдар, бір бауырымыздан қойылған сұрақ деп. Ол бүгін кеше пайда болған сұрақ емес ол. Ол бұрыннан бар сұрақ. Бұл сұрақтың төңірегінде кейбір адамдар иманын әлсіретіп, діннен алыстағандар бар. Христиан дінін ұстайтын болса, тағдыр мәселесін терең түсінбегеннен кейін христиан діннен бас тартқандар бар. Ислам дінін ұстайтын болса, ислам дінін түсінбегеннен кейін тағдырдан бас тартқандар бар. Өйткені тағдыр мәселесі ол аспаннан түскен діндер деп қойды ғой. Христиан діні, яхуди діні, ислам діні, бұларда айтылған тағдырға иман келтіру, бұлардың бәрінде бар өзі. Сондықтан оны кейде түсінбеген кезде тіпті мұсылман болып жүргендердің ішінде бұл тағдырға байланысты даулар бар. Оны естен шығармауымыз керек. Күрделігін айтып жатқаным ғой, жаңа жауап берген алдында, жаңа подстава деген сөзді. Мұсылман әлемінде тағдырға байланысты мұсылмандар үшке бөлініп кеткен. Бірақ бәрі өзін мұсылман есептейді. Біреусін қадария деп атайды, біреусін жабария деп атайды. Енді біреусін әхлі суннамыз деп есептейтіндер бар. Қадария дегеніміз олардың айтуы бойынша Аллах тағала адамды жаратты, ары қарай оның тіршілігіне араласпайды. Болды. Ары қарай тағдырдың бәрін адам өзі жаратып жатыр, өзі жасап жатыр деген сияқты. Кей кезде христиан дінінде де кейде бұл сөздер болып қалады ғой. Аллах создал землю, а дальше на земле айтқанда құрылыстың бәрін, шаруаның бәрін істеп жатқан адамдардың өздері деген сияқты. Бір несі бұл, олардың айтуы бойынша Аллах бізді жаратып қойды, ақыл берді, болды, ары қарай араласпайды, тағдырыңды өзің жасап шығасың. Не істесең де өзің авторсың тағдырың деген сияқты. Бұл енді жартылай дұрыс, бірақ жартылай бұрыс болып есептелінеді. Екінші мәселе бар, жабария дегендер бар. Олардың айтуы бойынша, жоқ, біз ештеңе істей алмаймыз. Біздің жүргеніміз, тұрғанымыз, туғанымыз, өлгеніміз бәрін Аллах тағала белгілеп қойған. Аллахтың белгілеген нәрсесінен біз шыға алмаймыз. Адамда өзіндік ерігі жоқ, өзіндік қалау жоқ. Құдай бізді не мақсатта жаратып қойды? Біз бір сценарийін жазып қойды, және сценарий деп айтылып жатыр екен ғой, байқап қалдым. Сценарийға жазып қойды, біз сол өзінің рөлімізді ойнап шығамыз. Сені жақсы адам қылып жаратқан болса, сен жақсы адам рөлін ойнап шығасың, болды, өмірден біткенше. Өйткені Құдай сөйтіп жазып қойды, сен ештеңе істей алмайсың. Сен жаман адам қылып, жаман адамның рөлін ойнап шығасың. Жақсы адам жаман адамның рөліне, жаман адам жақсы рөліне ауысып кете алмайды деген сияқты ұғымда болғандар болған. Енді сұрақ, неге бұндай болып қалды? Мұсылмандар ғой. Олардың оқып отқан кітабы бір,
деген сияқты. Онда неге бұндай кереғар пікірлерге тап болды деген. Өйткені шынымен тағдыр мәселесі бұл жоғарыда айтқанымыз сияқты біздің ақылымыздан жоғарғы тұрған мәселе. Бұл есептелінеді. Кейбір мұсылман ғалымдар айтқан тағдырды әл-қадару сиррур рахман дейді. Тағдыр дейді, ол Аллах тағаланың құпиясы дейді. Адамның құпиясын ашуға болатын шығар, бірақ Аллахтың құпиясын ашу ол мүмкін емес. Одан енді былай тағдыр мәселесіне терең кірісу деген мынау сияқты ғой. Аспандағы айды алақаныммен ұстағым келеді деген адамның шаруасы ғой негізі. Сол үшін көбінесе бұл тағдырға терең үңілген сайын адам бір дәрменсіздікке ұшырайды. Ол дәрменсіздік біреуді уайымға алып кетуі мүмкін. Дәрменсіздік біреуді дінге қарсы жолға алып келуі мүмкін деген сияқты. Енді осындай бір ұғымдар туындауы мүмкін. Сол үшін біз аспандағы айды көре аламыз, бірақ қолымызбен ұстай алмаймыз. Біз тағдырға сене аламыз, бірақ тағдырды түбегейлі зерттеп шыға алмаймыз. Оны естен шығармауымыз керек. Бұны тағдыр мәселесі біздің ақылымыздан жоғары Аллахтың құпиясы екен. Бірақ ода бір даналық бар. Оны естен шығармауымыз керек. Ода бір даналық бар. Енді бұл тағдыр мәселесі оның бүкіл бейнесін, құпиясын, мен бір нәрсе айтып қойын, өзі Құранда да хадисте келеді ғой, оны періштелер де білмейді. Періштелер біледі, Аллах тағдыр жазған, бірақ ол қалай процесс орындатылады. Кімге не жазылды білмейді. Өйткені мысалы ислам дінінде өзі хабарлар бар. Мына хадис Жабриил деген бір атақты хадис бар. Жабриил хадисіне байланысты Жабриил періште адам кейпінде келіп, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи қасында жаңағы тізесіне тақап отырып бірнеше сұрақ қойған. Сол сұрақтар ішінде иман, ихсан деген сияқты ислам жайында сұрақ қойды. Соның ішінде ахбирни анис-саа, қиямет күні ақыр заман қашан орнайды деген сұрақты қояды. Яғни дінге сенетін адамдардың бәрі біледі, ақыр заман бар, бірақ қашан орындайды ешкім білмейді. Аллах бізге ақыр заманның болатынын айтқан, бірақ қашан болатынын айтпаған. Енді қарайық, періште, жай періште емес, Жабриил періште пайғамбарға сұрақ қойды, ақыр заман қашан болады деп. Енді пайғамбар Мұхаммед періштенің ардақтысы Жабриил отыр, адамның ардақтысы Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам отыр. Екі адам арасында тағдыр жайында сұрақ қойылды. Бұл тағдырының дәл өзі емес, енді соны қатысты. Яғни ақыр заман жазылған, бірақ қашан болады, қалай болады, қай кезде болады деген сияқты мәселеде пайғамбар не деп жауап берді? Мәл масулу анха би'алам минас саил деді. Сұраушы адам сұраушы адамнан бұны қатты біліп тұрған жоқ деді. Яғни екеуміз де білеміз оны, бірақ оның қашан екен екеуміз де айтып бере алмаймыз. Тек қана белгілерін ғана айтуға болады деген сияқты. Сол үшін тағдыр мәселесі малакун мұқарраб, набиюн мурсал деп ғалымдар айтқан сияқты, Аллахқа жақын періштелердің өзі білмейді тағдырды, және пайғамбарлар да білмейді тағдырды толығыменен. Кейіннен түсіндірмін, білмесе не үшін керек деген сұрақтар туындауы мүмкін, енді ол өзінше бөлек тақырып шығар. Егер уақыт жетіп жатқан болса, онда қоя жатарсың. Бұл жерде мысалға Құранды оқыған адамдар мынандай қызық нәрсені көреді. Мұса деген пайғамбар болған. Мұса пайғамбар алейхиссалам. Енді бұл Бани Исраил қауымына келген пайғамбардың бірі. Кейін ол Хыдыр алейхиссаламға жолығады. Енді білімі көп деген екен, енді өзінің оқиғасы бар, біз оның бәрі керек емес, енді өзіміз тақырыбымызға тоқталайық дегенім ғой. Сонда айтады, мен сендегі білімді алу үшін соңыңнан ілессем бола ма деп айтады Мұса алейхиссалам Хыдыр алейхиссаламға. Сонда Хыдыр алейхиссалам айтады, мендегі білімді алуға сенің сабырың жетпейді ғой. Ва кайфа тасбиру ала ма лам тухит би хубра. Өйткені одағы білім тағдырға байланысты ілім еді. Аллах сәл шетін оған білдірген. Сен өзіңнің білімің жетпейтін нәрсеге қалай сабыр қылмақшысың дейді. Қалай сабыр қылмақшысың дейді. Енді содан оқиға басталады. Жоқ, сен сабыр қыламын дейді, Алла қаласа дейді, сөйтіп 3 түрлі оқиға болады. 3 түрлі оқиғада үшеуінде де Мұса алейхиссалам сабырсыздық көрсетеді. Енді бір дөрекі сабырсыздық емес, кәдімгі адамға тән сабырсыздық көрсетеді. Бір оқиғасы, кемеге отырады, бір міскіндердің, әйтеуір өзінің бала шағасын бағып жүрген, адал кәсіп қылып жүргендердің кемесі бар еді. Отырған кезде бұларды енді отырғызады, оларды сыйлап деген сияқты. Отырғызған кезде соны Хыдыр алейхиссалам кемені тесіп тастайды. Кемені бұзып кетеді. Оны сыртынан қарағанда өрескел қылық. Сол кезде Мұса айтады, бұның қалай?
Сен мына адамдарды суға батырып жібересің ба? Бұл дұрыс емес қой сенің. Сосын да айтады Хыдыр, сен айттың ғой, сенің сабырың жетпейді дейді. Кейін жаңа кішкентай баланың оқиғасы болады, бала өліміне байланысты. Оған да Мұса алейхиссалам сабыр жетпей қалды, өйткені кісі өлімі деген оңай шара емес қой, еще кішкентай бала деген сияқты. Бізде өмір болған кезде кішкентай балалар не жазығы бар еді деген сұрақтар туындап жататын, дұрыс па? Ондай да сұрақтар да туындайды. Кішкентай баланың не жазығы бар деген сияқты, неге ол ауырады, неге ол өледі деген сияқты. Сондай бала өлімі туралы оқиға болады. Ол жерде Мұса алейхиссалам заңды сұрақ қойды, ода туындайды. Бұның баласы кінәсі не еді бұл кішкентай баланың? Тура сол сияқты бір өздері жолда жүріп шаршап қиналып жатқан кезде бір сараң ауылға пайда болады, не тамақ бермейді, не басқа бермейді, не қаражат бермейтін ауыл. Сол ауылда бір құлайын деп тұрған дуалды жөндей бастайды, егесі жоқ. Сол Мұса айтады, енді егесі бар заттың кісінің дуалын жөндесең ақша береді ғой, тамақ береді ғой. Мына егесі жоқ заттың неге жөндеп жатсың? Кейін түсіндіреді. Осы тағдыр етін. Яғни біз бұдан не көріп тұрмыз? Мұса пайғамбар сыртқы көрініспенен өлшеп, оның сырын анықтай алмады. Кейін Хыдыр алейхиссалам айтты, кемені егер біз теспесек, бұны патша келіп тартып алады. Кейін бұл тесілмей қалды, тесілгені қайырлы болып өздерінде қалды. Сау кеменің бәрін теріп әкетіп жатыр екен деген сияқты. Кішкентай бала, ол бала кішкентай кезде оған есеп жүрмейтін біз білеміз. Бірақ бір қандай да бір қателік болған шығар әке-шешесінен, біз оны білмейміз. Бала өскеннен кейін бұл күфірлікке түсейін деп тұр. Әке-шешесіне бір зардап болмасын деп, біз оны алдық, орнына одан да жақсы бала береміз дейді. Енді жаңағы дуалға байланысты бұл дуал болса, екі жетім баланы кеді, оның астында қазына көміп кеткен еді әкесі. Дуал құласа, бұл адамдар, сараң адамдар алып кетеді. Балалардың қолына жетпей қалады. Сол үшін бұны жөндеп қойдық, өзінің өлшенген уақытысында олар өзінің керегіне пайдалансын деген сияқты. Бұдан шығатын қорытынды, біз сияқты жай адамдар емес ол. Біз сияқты жай адамдар емес. Бұдан шығатын қорытынды, періштелер және пайғамбарлар тағдырға бөге шүгесін айтып берген жері жоқ. Бұл жерде. Енді жаңа подстава емес пе, қалай дедің, сұрақты бір оқысам бола ма? Егер Аллах бәрін алдын ала білсе, менің тозаққа баратынымды да белгілі болса, онда мені жарату подстава емес па дейді. Сосын егер сценарий белгілі болса, онда адам бұл өмірде тек рөл ойнап жүрме дейді. Жаңағы біздің айтқан сөздерімізге сәл ұқсайды екен. Аллах тағала менің тозаққа баратынымды білетін болса, сөйтіп мені өмірге келтірген болатын болса, кейін тастаса бұл подстава емес па деген сияқты. Енді айтып отырған былай әдейілеп істелінген сияқты, мені қылмысқа итермеу болып тұрған жоқ па деген сияқты нәрсе отыр ғой. Біз қайтадан мына нәрсеге келіп отырмыз. Біз Аллахтың біліміменен таласқымыз келіп тұрған сияқты. Бұл жерде кімнің қайда баратынын Аллах біледі, өйткені Аллахтың білімі шексіз. Және Құранды мұқият оқыған адамдар мына нәрсе тағдырға байланысты аяттар келген кезде сол аяттардың ішінде мынандай бір сөздер жиі байқайды. Инна залика алаллахи ясир. Бұл нәрсе Аллахқа жеңіл. Бұл деген сөз ол адамға ауыр деген сөз. Аллахқа оның білімі шексіз, адамның білімі шектеулі. Жаңа айтқан көзіміз шектеулі, құлағымыз шектеулі. Біз көз көрмеген жерге арғы болжамға көшеміз. Құлағымыз жетпеген жерге болжамға көшеміз. Біліміміз жетпеген жерге болжамға көшеміз. Ал жаңа тағдырға білім жетпегеннен кейін, ондай болса бұл подстава емес пе деген, бұл болжам. Біз болжамға көшіп жатырмыз негізі. Енді алып қарайық. Аллах біледі. Бірақ біз білеміз ба? Сен білесің ба? Сен ертең күні қалай мысал айтасың? Мысалға біреу, мен енді намаз оқымаймын, оруз ұстамаймын, өйткені Құдай мені кәпір қылып жаратып қойған тағдырымда. Дәлел қайны сенде? Білмейсің. Білмейміз ғой ол нәрсені. Ол Аллахқа ғана белгілі дүние. Бізге керекті болған ұмтылыс болу керек. Жақсылыққа қарай. Сондықтан бұл жердегі мәселе енді қызықты қарайық. Бұл тағдыр адамзат баласының ең бірінші атамыз Адам алейхиссаламның басынан алып қарайықшы. Оқиғасы не болды дейік. Бір қызық аяттар келтірейін. Енді Құранда көп нәрсе айтылған ғой. Жоғарыда да айтып кетіп едім, жаңағы тағдыр мәселесінде ол енді мынау сұрақтар менің ойымша дінді, мұсылманшылықты мойындамайтын кісілердің сұрағына ұқсайды. Атеист дейік. Енді оларға біз енді құрметпен қарайық. Біз зайыр мемлекетте өмір сүріп жатырмыз ғой. Ондай пікірде боламын десе, өзінің ықтияры деген сияқты. Бірақ біз айттық, тағдыр мәселесінде Құдайға сенем деген мұсылмандардың өздері екіге бөлініп кетіпті.
жабария, қадария деген сияқты жаңа жоғарыда айттық қой енді. Біреулер айтады, Аллах бізді жаратты, ары қарай араласпай тағдырымызды өзіміз жазып шығамыз деген сияқты. Біреулер айтады, Аллах тағала біздің әрбір жүрген тұрғанымызға дейін, сөйлеген сөзімізге дейін бәрін Аллах сөйлетеді, Аллах жүргізеді, Аллах тұрғызады деген сияқты. Біздің қолымызда ештеңе жоқ, біз тек қана сценарийді орындап шығамыз деген сияқты ұғымда болды деп. Бірақ айтқам, олар не үшін бұл ойға түсті? Өйткені біреулердің айты бойынша не деп келеді Құран аятында, «Ва ма ташауна илля айяша Аллах». Сендер еш нәрсені қалай алмайсыңдар, Аллах қаламайынша. Бізде қалау жоқ екен ғой деп осы аятты оқыды, олар айтады, бізде ешқандай қалау жоқ. Бүкіл нәрсе Аллахтың қалауымен болады. Деп болмаса хадисте келген сияқты, «Ма ша Аллаху кана, ва ма лам яша лам якун». Қызық болғанда осы дұғаны кім Талғат Бегелдинов ағамыз самолетке отыратын кезде айтушы едім дейді, апам үйрендім деген өзінше бөлек. Иә, ол кісі осы дұғаны айтатын дейді. Бұл шынымен де өзінің пайдасы бар, кейін оны бөлек айтамын. Маша Аллаху кана, Аллах нені қаласа болады, омалам еша, лам якун, Аллах нені қаламаса болмайды. Онда бізде ештеңке жоқ. Онда біз жіпке байланған қуыршақ сияқтымыз. Деген сияқты ұғым туындауы мүмкін да. Енді жаңағы біреулер болса, Аллах біз жаратты, біздің тағдырымызды өзіміз жасаймыз, араласпайды деген, олар да Құранға сүйеніп жатыр. Өйткені Құранда екінші бір аяттар келіп отыр екен. Аллах тағала айтады, «Құлил хаққу мир раббикум». Ақиқат Раббыларыңнан келді. «Фаманша фалюмин, оманша фалякфур». Қалағандарың иман келтіріңдер, қалағандарың қарсы келіңдер. Бір қалау берген сияқты да. Болмаса омана арадал ахирата ва са'ала сa'яха, кім ақыреттегі жұртты қалап, жәннатты қалап, оған қарай ұмтылыс жасаған болатын болса, ұмтылысына сыйын береміз деген сияқты. Яғни адамда бір қалау бар сияқты. Болмаса ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха, біз адамға шамасы келмейтін нәрсені жүктейміз. Қалаудан бөлек бір шамасы бар екен. Онда Аллах та біз жаратты да, бізге қалау беріпті, бізге бір сондай шама беріпті, онда арға өзіміз шаруамыз істей береміз. Соған байланысты олар сондай ойға тұқымдаған. Енді осы нәзік тұс болғаннан кейін, осы екі тұстың арасын біріктіріп иман келтірген бір топтар болды. Ол енді қиындау, бірақ кейін түсіндірем оның бір себептеріне байланысты. Сол үшін бұндай сұрақ, оған ұқсас сұрақ, егер адам бұл подстава емес па деген сұрақты қойғандағы мақсаты дінді кемсіту, Құдайдан өзін жоғары санау болатын болса, бұл дұрыс емес. Өйткені сен бәрі Аллахтың құдіретіне жете алмайсың, Аллахтың біліміне жете алмайсың. Енді айтайын дегеніміз, ең бірінші біздің атамыз Адам алейхиссалам. Ол жәннатта болды. Қасында Хауа анамыз болды. Бір уақытта Аллах тағала оларға «Вала тақрабу хазиһи шажара», бәріне рұқсат берді, бір талға жоламаңдар деді. Енді сол талға олар жолады да жемісін жеді. Соның салдарынан жер бетіне түсті. Енді Құранды қарасақ та, Інжілді қарасақ та, Тауратты қарасақ та, адам оқиғасы осылай басталады жер бетіндегі. Енді сұрақ, Адамның алейхиссаламның сол жемісін Хауа екеуінің жеп қоюы бұл тағдыр ма, жоқ олардың өздерінің жасаған күнәсі ма? Осылай келсек болады енді, подстава деген сөзге келген сияқты. Бұл не нәрсе? Енді Адам алейхиссаламның сөзіне керейік. Адам не деді сол кезде? Оған жер бетіне түсті. Хауа екеуі жеміс жеп қойған. Сол кезде жер бетіне түскен кезде адам енді жәннаттан дәрежесі түсіп, төмен қарай түсті ғой енді. Сонда Адам алейхиссалам Аллахқа ең бірінші адам енді, ең бір оригинал күйінде жаратылған адам деп айтсақ болады. Бүкіл дене жағынан да, ақыл жағынан толық деген сияқты. Ол Аллахқа былай деп айтқан жоқ қой. Құдай, сен тағдырыма жазып қойғансың ғой бұл жемісті жеуді. Сөйтіп соны тағдырыма жазып маған жегіздің. Сөйтіп жер бетіне түсірдің ба мені? Бұл қалай сонда? Сен өзің жасатып, өзің мені жазалайсың ба? Деп айтты ма адам, болмаса не айтты деген сұраққа келейік. Енді бізде қазір сондай сұрақ қойып отырмыз, Адам неге? Алейхиссалам қандай не деп айтты Аллах тағалаға? Құдай менің тағдырым қой деген деп айтты ма? Жоқ, не деп айтты? Адам алейхиссалам мен Хауа анамыздың айтқан сөздері Құранда былай болып келеді. Раббана заламна анфусана ва иллам тағфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин деген сөз айтқан олар. Жерге түсті, айтты, Раббымыз Аллах тағала. Біз өз-өзімізге әділетсіздік жасап қойдық. Сен жеме дедің, біз жеп қойдық. Енді сен бізді кешірмесең, мейірімге бөлемесең, біз зиянға ұшырап кететіндер қатарына қосылайын деп тұрмыз.
Яғни адам алейхиссалам Аллахты кінәлаумен айналысып жатқан жоқ. Ол өзінің істеген ісі үшін кешірім сұраумен айналысып жатыр. Бұл Құран аяты. Енді сонда, бірақ енді қарайық. Адам атадан ұрпақтар тарады. Енді хадистер бойынша, Құран аяттар бойынша канан нас умматан вахида дейді ғой. Адам адамменен Нұх пайғамбарға дейін енді Аллахқа серік қосушылық деген болмады, бір ғана дін болды, мынандай қазір қаптап отқан 1000 дін деген жоқ деген сияқты. Одан кейін Нұх пайғамбардың кезінде дін тармақталды. Енді бір уақытта адамдар пайда болды. Олар тек өмірде емес, адамның алдындағы күнә ғана емес, тура сол сияқты адамдар Аллахтың алдында күнә жасай бастады. Адам алейхиссалам тек қана жеме деген бір жеміске жолап қойған болатын болса, кейінгілерде оларда бір күнә болған болатын болса, онда кейінгі адамдарда 100 күнәлар пайда болды. Енді осылар адамның ұрпақтары Құран аятында қызық мынандай нәрсе бар. Тағдырды сылтауратып ақталғысы келетіндерге байланысты. Подстава ма, подстава емес пе дегенге байланысты дүниеде сөйтіп айтатындар болады екен. Құранда келеді. Саяқулуллазина ашраку. Енді біреулер бар, Аллахқа серік қосқандар. Енді шариғаттың көзқарасы бойынша ең ауыр күнә Аллахқа серік қосу. Яғни Аллахтан бөлек нәрсеге құдайлық қасиет беріп, соған табыну, жалыну деген сияқты. Енді ауыр күнә. Енді уже басқасын айтпай қойса да болады деген сөз. Кісі өлімі, зина деген сияқты. Саяқулуллазина ашраку. Сондай бір Аллахқа серік қосқандар айтады дейді. Лау ша Аллахумма ашракна вала абауна вала харрамна мин шей. Егер Аллах қаласа, біз серік қоспас едік қой. Біздің әке шешеміз де серік қоспас еді. Біз ешбір нәрсені харам етпес едік қой өзімізге. Яғни олар тағдырға айтып жатыр да. Егер мен осындай бір діннен алыс болып жүрген болатын болсам, мен Аллахқа серік қосып жатқан болатын болсам, біз енді мына күнә істі істеп жатқан болсақ, біздің ата-бабамыз ол күнә істі істеген болатын болса, бұл тағдыр ғой. Яғни мен ата-бабам тағдыр сол болған. Менің де тағдырым осы болып тұр. Бұл Аллах егер қаламаса бізге істетпей қоятын еді ғой. Яғни Аллах бізге бұны істеуге мүмкіндік берген болатын болса, онда бұл тағдырымызға жазылып қойған нәрсе ғой. Онда бұл үшін не үшін біз кінәлі болмыз керек деген сұрақ қой жаңағы. Бұл тағдырдағы нәрсе. Яғни олар тағдырда сылтауратып, өздерінің күнәсін ақтап алуға тырысты. Адам алейхиссалам ақтауға тырысқан жоқ. Ол кешірім сұрады. Бұлар күнәға түскендер ақтауға тырысып жатыр. Аллах қаласа біз серік қоспас едік. Аллах бізді мұсылман қылып жаратқан болса, мұсылман болып жүретін едік. Енді біз осылай қылып жаратқан болса, не істейміз енді? Енді біз енді өзіміздің сценариімізді орындап шығып жатырмыз ғой енді біз деген сияқты сөз айтты. Енді жауап не болды дейік. Бұлардың сөзі, жаңа подстава деген сөзді айтқан сияқты, осындай сөзді ол бұрыннан айтып адамдар айтып жатыр екен. Ол бүгін кеше пайда болған сұрақ емес екен. Кадалика кадзабаллазина мин қаблихим. Осылай дінді, пайғамбарлардың сөзін өтірікке шығарғысы келетіндер осындай өтірік нәрсе құрастырады дейді. Адам ақыл жетпейтін нәрсеге жабысады да елді адастырғысы келеді дейді. Кадалика кадзабаллазина мин қаблихим. Ілгерілер де сөйтіп айтқан, осы айтқан сөздерді. Хатта зақу бәсана, оларға біздің азабымыз келгенше. Яғни мына дүниеде сен енді ар жөнекке бармайтын сияқтысың, алыс сияқты болып көрінеді ғой. Болып көрінеді. Сол үшін мынандай нәрсе бар. Аллахтан қорыққан кездегі адамның ойлау жүйесі миының, Аллахтан қорықпаған кездегі Аллахтың миының ойлау жүйесі бөлінеді. Ол бөлек. Аллахтан қорқатын адамның ойлау жүйесінің миы бөлек, Аллахтан қорықпайтын адамның миының ойлау жүйесі бөлек. Сол үшін Аллахтан қорықпаған кезде сен кез келген нәрсені айта аласың. Сен әке-шешеңді сыйламасаң, әке-шешең бетіне кез келген нәрсені айта аласың. Сол сияқты Аллахтан қорықпаған кезін айта аласың. Сол үшін хадисте не деп айтады? Хадис құдсида Аллах айтады: "Мен пендемнің жүрегіне екі бірдей қорқынышпенен екі бірдей амандық салмаймын" дейді. Дүниеде менен қорыққандарды ақыретте қорқытпаймын болды, бітеді дейді. Қой артық сөйлеп қоймай, Құдайдың бір несіне кіріп кетіп неміз бар деген сияқты. Ал дүниеде
кез келген құдайың керек па, керек болса құдайға айтамын, бүйтемін, пайғамбарым мынандай деп өйстіп батыр болмайды. Қорықпай, ол қорықпау үшін айтылатын кездер ғой. Бірақ анаяққа барған кезде уже ол болмай қалады. Дүниеде менен қорыққандарды ақыретте қорықпаймын дейді. Дүниеде менен қорықпағандарды ақыретте қорқыныш күтіп тұр дейді. Жаңағы аятта өйстіп жаңағындай, енді ол құдайдың қалауы ғой біздің бұл күнә істеп жатқанымыз. Бұл тағдыр, біз сценарийімізді орындап жатырмыз деп ақталғысы келгендер тағдырды сылтауратып, сонда Аллах тағала айтады, олар осы сөзді айтады дейді. Хатта зақу бәсана, біздің былай айтқанда Құдай қарсы келгендерге белгілеген жазамызды көргенше дейді. Ол кезде тоқтап қалады. Ол кезде бәрі түсініп қалады. Мына өмірде кішкентай мысалдар болады. Мысалға айтайық, адамдар өзі не Алладан қорқады, не заңдан қорқады ғой енді шынап келген кезде. Сол үшін мемлекеттің кей кезде күшті болып, заңы мықты болып, әділетті болғаны өте қатты қажет. Өйткені елдің бәрі Құдайдан қорқып жүрген жоқ, елдің бәрі ақыретте бір сауап алам деп жүрген жоқ деген сияқты. Дүниеде кейбір адамдарды заң қорқытады. Дүниеде кейбір адамдарды, Америкада бір штатта қатты циклон дауыл болып кетіп, электр станция бұзылып, бірнеше күнге свет өшіп қалған кезде жөндейміз дегенше, сол кезде ол кездегі болған ұрлықтың саны, дүкендерді тонаған қылмыстың саны, әйел зорлаудың саны өте көп болып кеткен да. Сонда мэр не деп айтты? Сол штаттың біздің бүкіл ұятымыз электричествода тұрған сияқты ғой деп айтты да. Сол үшін біреулерді ол камера, заң, сот, мемлекет қорқытып отыр негізі. Сол үшін енді шариғатта кей кезде мемлекеттің іргетасы сөгілмеу керек дейтін сол да. Өйткені бұл да бір тәрбие күші. Енді айтайық, өмірдегі мысал, бір адамдар болады, ол басына бір таяқ тимейінше, сот көрмейінше, қалаған істеп, боқтап, үйтіп, бүйтіп, біреудің хақысына кіріп жүреді. Бірақ та заңға қарамайшы келген кезде, заңның алдына келген кезде, соттың алдына барған кезде үйтіп сөйлей алмайды. Кешірім сұрайды. Соттың мысы басады. Бұл адам мен адамның арасындағы шаруа. Сен Аллахпен дауласам деп отырсың да, негізі. Аллахтан ақылды емессің сен. Өйткені сен көріп тұрсың, мынандай алып жаратылысты жаратты. Біз қандай дәлдіктер бар деген сияқты. Яғни оның артында үлкен бір хикмет егесі бар. Осы жерде Абай атамыздың керемет сөзі бар. Біз Аллах тағаланы ол өзін танытқан дәрежеде ғана тани аламыз дейді. Ол өзін танытқан дәрежеде ғана тани аламыз. Біз тағдырды Құдай тағала бізге шығартқан шетінен ғана түсіне аламыз. Толық түсініп кете алмаймыз. Және де Абай атам сөзінде бар, Аллахтың хикметін, даналығында бізге көрсеткен дәрежеде ғана түсіне аламыз. Қамтып кете алмаймыз. Яғни қойда өзіне жараса ми бар. Қорасын біледі, қозысын біледі, басқасын біледі. Бірақ қой адамның ойлаған нәрсесін ойлай алмайды ғой. Қойды біз мектепке алып баратын болсақ, қойды біз университетке алып баратын болсақ, профессор болып кетпейді. Бірақ қойда жаратылыс, адамда жаратылыс. Бірақ адамға берілген қабілет одан жоғары. Сол үшін адам ол қойдың, иттің жасай алмайтын нәрсесін жасай алады. Бірақ екеуі де жаратылыс. Екеуінде айырмашылық бар. Ал Аллах тағала жаратушы ғой. Сен неге өзің тарз ақылыңа салуың керексің Алланың хикметін? Ол жаратушы ғой. Абай атамыз айтқан сияқты, сен Құдай өзін танытқан дәрежеде танисың. Сен білетін нәрсең кірсі, білмеген кірсі. Ал жоғарғы аятымыз айтайық. Адам алейхиссалам ол жеме деген жемісті жеді. Аллахтан кешірім сұрады. Енді бір адамдар күнә істеді, Құдайдан безді, харам нәрсеге барды, сөйтті де ол тағдырмен ақталғысы келді. Мен сценарийімді орындап шықтым. Аллах тағала оларға айтып жатыр, өйстіп айтады олар дейді, біздің азабымызды көргенше. Аллахтың алдында тұрғанша өйстіп айта береді дейді. Сосын оларға не айтады дейді? Құл хәл индакум илмун фатахруджуху лана. Ал енді айтқан сөздеріңе қандай ілім бар еді? Келтіріңдерші. Тағдырды Аллах білетін, сен біліп тұр ма едің? Сен жаңа тағдыр лаухул махфуз деп қояды, тағдыр кітабын. Сенің қолыңда тұрған кітап па еді ол? Ашып көрдің де, мен бәрі дозаққа түседі екен ғой. Білгенім істей беремін деп айтатындай, сен көріп пе едің ол кітапты? Сенде нақты бар ма еді ол факты? Осылар ол сұрақ қойылады. Сол үшін бұл тағдыр мәселесі біз біліміз керек, шынымен ол күрделі мәселе. Оған жаңағындай кіріскен кезде біз білетін дәрежемізге барымыз керек. Сондан бұл, Аллах бәрін біледі, бірақ Аллах тағала бізге қалау берді, өзімізге жараса,
мысалға қарайықшы, шариғат мынандай да, кішкентай балаларды өмірден өтсе жазалау деген жоқ. Қалам 3 адамнан көтерілген дейді. Кішкентай бала шариғатта қылмысын жауап бермейді. Дүниеде де, ақыретте де. Сен жауап бересің, ақылың толып, уже азамат болған кезде жауапкершілік мойныңа көтеріледі. Кішкентай балалар, олар бе-айзамбен құтилат деп келеді ғой, кішкентай балалар қандай күнәсі бар еді деді. Ол балалардың деп аяттарда келеді. Сол үшін қазақтан балаларды періште деп атап кеткен содан да, күнә жүрмейтіндігінен. Әйтпесе адам баласы, олар періште емес. Оған ол нәрсе жүрмейді. Ал енді сен ақылың толды. Болмаса мынандай нәрсе. Бір адам өмірге келді, ақыл есі дұрыс емес. Ақыл жоқ. Оған күнә жазылмайды. Өйткені ол білмейді. Ода ақыл жоқ. Бірақ Құдай саған ақыл берді. Ақыл берді де, ақырын ажырататын қасиет берді фитраңда. Ақыл берді, және шариғат жіберді. 3 нәрсе. Сенің табиғатың, Алланың жіберген шариғаты, одан кейін ақыл. Енді сен ақылмен қарасаң, бір нәрселер бар, оны атеистер түсіндіре алмайды. Өйткені атеистер енді өзінің ішінде де ол көпке бөлінеді. Қазір бұл біздің тақырыбымыз деп ойламаймын, өйткені олар агностик бар, теист бар, деист бар деген сияқты басқа болып бөлінеді. Кейбір нақты бір қатпан атеистер бойынша адам деген бір енді молекула ненің жиынтығы деп есептейді, бірақ оның ішінде пайда болатын, мысалы ақ пен қараны балалы үйде ұрлық жатпайды дейді ғой. Бала үшін неге өтірік айту алғашқы кезде күнә болып есеп, неге қызарады? Неге ол ұрлықтарды жасыра алмайды? Өйткені табиғатында осы қосылады да келеді. Сонда жаңағы бұл тақырыбымызды енді айтайын дегеніміз, саған Аллах Тағала ақыл берді, мынау дұрыс, мынау бұрыс. Құран жіберді, мына істі істесең жәннат, мына істесең тозақ деді. Енді саған таңдау берді, таңдаған нәрсеңе қарай мүмкіндік берді. Енді сен осыған айналысуың керексің. Өйткені Аллах Құранда жаңа айтады. Хажажтум фима лакум бихи илм. Сендер білімдерің болған нәрседе дауласып жатсыңдар дейді. Бұл рұқсат. Мысалға біз шамамыз жететін нәрседе дауласып жатырық дейді. Бір машина жөндейтін адам, машинаны жоқ, олай карбюратор олай салынбайды, былай салынады деген сияқты. Медицина саласында бір дәрігер дауласып жатыр. Өйткені ол біледі деген сияқты. Хажажтум фима лакум бихи илм. Білетін нәрсе дауласып жатсыңдар дейді. Ал енді лимату хажан фима лайслак бихи илм. Білмейтін нәрсеге неге дауға кірісіп жатсыңдар, Аллах айтады. Тағдыр ол деген сенің қолыңда бүйтіп аударып қарайтын кітап емес қой. Неге оған кірісіп жатсыңдар дейді, Аллах Тағала айтады. Білетін нәрсеңге даулас дейді, а білмейтін нәрсеге неге кірісіп жатсың сен дейді. Сол үшін жаңағы айтқандай тағдыр деген күнә ілетін ілгіш емес. Бешілік емес, күнә іліп кететін. Оны Аллах біледі, бірақ біз білмейміз. Егер сен ондай мүмкіндігің болып, сен бір енді білмеймін, керемет құдірет, егер ондай пайғамбар періштеге де берілген жоқ ондай нәрсе. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху білмейді. Уама адри ма юфалу би ула бикум деп айтқан. Ол кез пайғамбарлығын дін тарап жүргенде, мен білмеймін, маған не болады, сендерге не болады, мен білмеймін дейді. Пайғамбар білмеймін дейді. А сен кітапты оқып келгендей қылып сөйлеп жатсың да, а бұл подстава емес па? Мен дозақ қылып жаратып қойыпты, мен яқты өмір сүріспей дозаққа тастай сапты. А сен көрдің ба оны? Сол үшін сен өзіңе берген ақылменен дұрыс бұрысты ажыратып әрекет жасауың керек болып қалады. Сонда бұл жерде түсінгенім, бізге берілген ілім шектеулі. Шектеулі. Сон үшінші сұрақ, мысалы мына жерде жауапкершілік әділ ме дейді. Егер мен өмірге өз еркіммен келмесем, неге жауапкершілік менде дейді. Жаратылған адамды сынау бұл әділет пе, әлде алдын ала қойылған тест пе дейді. Яғни мен өмірге өз ықтиярыммен келмесем, маған жауапкершілік арқалатқаны бұл әділетті ма деген, солай болып тұр ғой, сұрақ мен түсінген бойынша. Сондай болып тұр, бұл әділет пе, не алдын ала қойылған тест пе дейді. Алдын ала қойылған тест па, яғни мен өмірге Құдай мені келтір деп сұраған жоқпын. Құдай мені өмірге келтірді, сөйтті де мен мойныма қандай да бір жауапкершілік міндеттерін неғып қойыпты. Ол әділетсіздік деген сияқты айтып отыр ғой енді.
яғни мен жаратпай қойсаң да болатын еді ғой деп айтқан сияқты болып тұрған шығар. Өзі мынандай нәрсе бар. Астана қаласында менде мынандай бір қызық оқиға болды. Енді қызық деп айтпаймын, мен кішкене сәл көңілге ауыр тиетін оқиғалар. Біз дін саласында тек қана халал харам, дәретің бұзылады бұзылмайды деген нәрсемен жүрмейсің, өйткені өмірдегі көп нәрсемен айналысасың ғой. Енді мен өзім де мектепте оқыдым. Алланың қалауымен біздің әке-шешеміз бәрі кітапқа жақын кісілер еді. Мектепте оқып, енді күміске бітірдік. Енді ол мақтан үшін емес, жалпы айтайын деген ғой, мектепте оқығаным деген сияқты. Менің жақсы көретін пәндерім химия деген пәндерді өте жақсы көрдім. Физиканы жақсы көрдім. Кей кезде мұғалімнен сұранып лабораторияда қалып кетіп, қызық болатын бірдеңе араластырып, ақ темірді қызыл темір қылып деген сияқты. Сол процестер сол бір қызық болып көрінетін. Биологияны жақсы көрдім. Енді есебімізді білдік. Сосын ең қатты бір өзімнің уклон болған пәндерім, бұл филологиялық бағытта пәндер болды деген сияқты. Бірақ бір қызық нәрсе айтайын. Мектепте оқыдым. Математиканы оқып шықтық. Косинус, синустарды өттік. Менделеев таблицасын жаттадық. Енді бұлардың бәрі ілім ғой. Одан кейін университетте оқыдық деген сияқты. Оның дипломын алдық. Енді бір қызық нәрсе айтайын. Және Құран оқып жүрмін. Менде Құран бірақ кітап өз. Мектептегі кітаптарым, оқыған кітаптарым, ол бір есекке жүк болатын кітап. Университетте оқыған кітаптарым бір есекке жүк болатын кітап. Енді қызық болғанда мен Менделеев таблицасын жатқа айтатынмын. Физика пәні мұғалімі енді оны білетін, бағасын жақсы бағаларын қоятын. Қазір менен Менделеев таблицасын сұраса, мен айта алмаймын. Неге деген сұрақ? Өйткені мен оны өмірде қолданбай қалдым. Мен қолданбай қалдым да, маған енді оны H2O деп өйтіп жатқаннан гөрі, маған су деп айта салған жеңіл. Сол сияқты косинус, синус деген нәрселерді өттік. Пифагор теоремасын өттік. Бірақ енді мен қазір оны қолданбағанға байланысты мен есімде жоқ ол нәрсе. Ол нәрселер. Неге? Өйткені қолданыста жоқ. Ал адамға тән нәрсе ұмыту. Сен оны қолданбасаң, ұмытасың. Спортта жүрген адам спортпен шұғылданбаса, әлсірейді. Енді қызық болғанда, менің арманым Құранды толық жаттап алғым келеді, бірақ менде уақыт жоқ, шынымды айтсам. Болады, бір күніне өзіме әдейілеп, өзімді қинап, Құранға 1 сағат отырғызам. Бірақ кәдімгідей менде уақыт жетпейді. Бір жағынан жасымыз ұлғайды, бала-шағамыз көбейді, араласатын кісілеріміз бар. Бірақ сөйткеннің өзінде де Құранның көптеген аяттары менде жадымда тұр. Ұмытылмайды. Неге деген сұрақ? Өйткені мен өмірде қолданып жатырмын. Қазір біреу айтатын болса, сауда-саттық істеп едік, біреу мен ақшамды қайтара алмай жатыр. Енді ол мен дін адам ретінде хабарласқаннан кейін, юрист болса, енді ол заңмен түсіндіретін шығар. Мен дінмен жауап беремін деймін де, оған жауап беріп, араларында жалған жолмен малдарыңды жеуге болмайды деген аят қайттан қайталанып есіне алып кетеді. Болмаса ерлі-зайыптылар кекілжің болып қалды. Бала-шағаның тәрбиесі болып қалды. Соған байланысты аяттарды айту барысында Аллах былай деп айтқан, пайғамбар былай айтқанда ол қайталанып қала береді. Менде ол есімнен шықпай жатыр. Енді жаңағы айтқан сияқты Құдайдан мен сұраған жоқпын ғой, мен жаратып алды да, енді менің мойныма жүктерді салып қойған, бұл әділетсіздік қой деген нәрсеге келейік. Бұл Астанадағы оқиға. Бір ата-ана келді. Олар кәдімгі жай ата-аналар емес, сауатты, оқыған, тоқыған, жазу-жазуды білетін, қызметтегі деген сияқты дипломдары қолдарында бар ата-ана. Ұлдары мен қыздарын қолынан келгенше тәрбиелейді. Енді олар қазақ болған екен өзім енді сұраған жоқпын діндерін, мұсылман деп есептейтін шығар деп ойлаймын. Қазақтың көбісі солай есептейді ғой, ата-басы мұсылман болғаннан кейін. Бірақ енді олар намаз оқитын, ораза ұстайтын кісілер емес. Былай зайырлы мемлекеттің тәртібімен балаларын тәрбиелеп жатқан не. Сөйтіп балаларын ішкізіп, жегізіп, жақсы жерде оқытып, қосымша пәндерді оқытып, қосымша секциялар қатысып жүреді. Сөйткен кезде балалардың енді ер жететін, бой жететін кезеңі болады. Оны біздің тілде переходной возраст деп қояды. Сол кезде бір кішкене мінездері шығады ғой. Сөйтіп қыздары мектепті әлі бітірмеген, бірақ әдетші қалады, түннің ортасында шығып кетеді. Сөйтіп таңға жақын бірақ келеді. Басына бұлар шошып қалады. Бұлар ұйықтап кеткен кезде қыз шығып кетеді екен. Соткада ұзақ отырады. Бұрын ондай емес еді. Айтқан бәрін істеп жүрген қыз еді. Әкеше былай көреді, қыз бірақ дауласа береді. Сонымен не істерін білмейді, психологтарын көреді, басқасын көреді да, сонымен маған да келіп қалды бұл кісілер. Сөйтіп жаңағы шешесі келді,
қызы келді, енді қыз отыр ғой. Қыз тек қана өзінікін дұрыс деп есептеп, ешкімді тыңдайын деп тұрған жоқ. Ол шешесін де тыңдайын деп тұрған жоқ, ол мені де тыңдайын тұрған жоқ, ол басқаны да тыңдайын тұрған жоқ. Сен оған мен профессормын деп қағаз көрсетсең де тыңдайын деп тұрған жоқ. Енді біз баланың тілінде онымен сөйлесуге тырысып жатырмыз. Сонда әке-шеше тұрды. Енді олар орысша сөйлесіп жатыр, мен қазақша айта берейін. Мен шешеңмін ғой енді қанша дегенмен. Біз саған қанша жақсылық істедік, әкең саған қанша жақсылық істеді, сені оқытты, тоқытты, киіндірді. Болмайды қыз балаға түнде. Не болып қапты, мен бір қылмыс жасап жатқан жоқпын ғой. Мен енді өстім ғой, мені үйде қамап ұстауға болмайды ғой деп жатыр да. Сосын енді олар айтып жатыр, мен сенің анаң болам, бұл сенің әкең болады, осынша жақсылығы бар, сен сонда осы жақсылыққа бізге қайтарған осы ма дейді. Сонда қыз не деп айтты? Ал мен сендерге не, мен дүниеге келтір деп сұрадым ба деді. Мен сендерге мені ту деп айттым ба, мен сендерге? Сендерден менен сұрадыңдар ма, мен дүниеге келтіретін кезде? Енді келтіріп алып, маған неге спрос қоясыңдар? Менде өз еркіммен өмір сүруге хақым жоқ па? Аналар білмейді енді. Енді оған жауап оны сұрақ күтіп отқан жоқ қой. Бірақ қыз енді ол мықты таптым деп отырды енді жауапты. Мен сендерден сұрадым ба? Тумай-ақ қоймайсыңдар ма? Егер мен сендерге проблема болатын болсам. Енді жоқ, енді сен бәрі әке-шең болған жақсы, қанша жетімханадағы балалар бақытты дейді. Өйткені ол енді жетімханаға түсіп көрген жоқ қой. Өйткені оларға әке-шеше сендер сияқты контроль жасамайды. Мен өз еркіммен өз қалған киімді кие алмасам, өз қалаған уақытымда жүре алмасам, бұл не деген нәрсе? Жүзі тотальный контроль деп айтып жатыр да. Осының бұл минимальный көрініс. Адам мен адам арасында. Баласы, қызы, әке-шесіне айтыр, мен сендерге мен ту деп айтқан жоқпын. Сондықтан маған әңгіме айтпаңдар. Былай істейсің, әңгіме айтпаңдар. Осының максимальный көрінісі, мен Құдайдан сұраған жоқ, мен жарат деп. Жаратқан екенсің, онда неге маған спрос қойсын, сен қандай әділеттің қайда? Мен сені сұраған, мен сені сұрасам, мен жарат деп айтқан болатын болсам, сосын мен жаратып алып, одан кейін былай істеп айтқан болсам, істемесем, онда мені кінәла. Ал енді сен менен сұрамай мен жараттың да, енді былай істе деп айтып отырсың, оны неге кінәлайсың мені? Ана жерде әлбетте біз қыздікі дұрыс емес екенін біліп тұрмыз, моральный тұрғыдан. Детальный тұрғыдан емес. Мынау мысал одан жоғары, Аллахтың мысалы жоғары. Мен Құдайдан сұраған жоқ, мен жарат деп деген сияқты. Бірақ Аллах Тағаланың сені жаратқаннан кейін кейбір нәрсеге бұйыруы, әке-шешенің жаңа қызға түнде шықпасын дегені, бұл не деп айтамыз? Контроль ма, жоқ жанашырлық па? Жанашырлық. Аллах Тағала сені жаратқаннан кейін ол жақсырақ біледі, сенен жақсы біледі, ненің пайда, ненің зиян екенін саған. Мен өзіме бір пайда зиянды білем. Бірақ Аллах Тағала менен артық біледі. Сол үшін Құранында Мүлк сүресінде не деп келеді? Әла я'ламу ман халақ. Жаратушы Аллах Тағала сендерге ненің пайда зиян екенін білмейді деп ойлап тұрсыңдар ма дейді. Сен біліп, Құдай білмей қалды ма сонда? Сол үшін бұл кейбір қызға түнде шықпа деген сөз, оны бір неге ұрынып қалмасын деген сияқты, Аллах Тағала кей кезде шариғатта мынаны істе, мынаны істеме дегені бұл жанашырлық. Бұл тотальный контроль емес. Бұл қинау емес. Ол мәжбүрлік емес. Сен жаратты да, саған жанашырлықпен жіберіп жатқан діні бұл. Сол үшін көбінесе Құранға байланысты келетін аяттарда, пайғамбарға қатысты аяттарда не деп келетін жерлер бар? Ома арсална иля рахматан лил аламин, сені адам зат баласына мейірім ретінде жібердік дейді. Құранды мейірім ретінде түсірдік дейді. Сен оған дұрыс нәрсемен келетін болатын болсаң, тәкаппарлықпен емес, басқамен емес, жеп көргендікпен емес, онда түсінуге болады. Сондықтан ол жердегі жаңағындай Құдай Тағала мен одан сұраған жоқпын, маған жауапкершілік арқалаған әділеттік деп ол ойлау сәл асығыстық. Жаңа кішкентай қыз баланың әке-шешесіне мен сені дүниеге ту деп айтқан жоқпын деген сияқты. Сосын 4-ші сұрақ, ұстаз, егер адам өмір бойы күнә жасап, соңында тозаққа кетсе, бұл өмір тек дәлел жинау процесі ме? Аллахқа дәлел не үшін керек, егер ол бәрін онсыз да білсе? Енді компромат деген сияқты ғой енді. Түсіндім. Енді мына сұрақтардың бәрі бір нәрсеге кеп тіреліп жатыр екен. Қандай нәрсеге кеп тіреліп жатыр? Мен түсінген ойымша, бұл сұрақты қоюшы адам
Аллах тағала туралы нашар ойда сияқты. Енді сұрағына қараған кезде ол Құдайды жоқ деп тұрған жоқ сияқты. Егер Құдай жоқ дейтін болатын болса, енді бұның бәрін не қылады, ол сұрақты қоймайды. Құдайды бар деп тұр, бірақ ол Құдай бір әділетсіз болып көрініп тұр да оған. Сол әділетсіз болып көрінген екен, мінезін көрсетіп отқан адамның шаруасына ұқсайды екен. Құдай әділетсіз, онда мен оған бағынбаймын. Енді болады ғой, мысалы, біздің патшамыз әділетсіз, біз оны айтқанын істемейміз деген сияқты, сөйтіп митингке шыққан сияқты. Құдай әділетсіз деп сол сияқты бір митингке шыққан адамның сөздеріне ұқсайды екен. Енді жақсы, бірақ қалай дегенмен де біз енді осы жерге шамамызға қарай жауап беруге тырысайықшы. Мынандай нәрсені, бұл мұсылманшылықта да, мұсылманшылықты ұстанбайтын адамдарда да, психология саласында да бұл нәрселер кездеседі. Мен кейбір мәселелерді айтып кетейін. Енді бәрін бір дінге апарып тіреп жатыр деп ойлап қалмасын. Өйткені бір нәрсе есте ұстауымыз керек, дін мен ақыл екеуі егіз дүниелер. Бұлар егер ақылын сәлем деп қояды, біз қарасақ, жақсылап біз кейбір нәрсеге хикметіміз жетпеуі қалуы мүмкін, бірақтан дұрыс ойлайтын болатын болсақ, бұл екеуі бір-біріне сәйкес, дін бір адамзат баласына бір жақсылық келтіретінін байқауға болады. Егер дінді дұрыс пайдаланатын болатын болса. Мынандай нәрсе. Психологтарда мынандай сөз айтылады, ол қарапайым адамдар арасында кең тарап кеткен. Идея материализуется деген сөз бар. Бұл мен не айтқысы келіп жатыр? Бұл сөзден қате деп айтпаймыз. Бұның да сөздің жаны бар сөздер. Яғни адам ішкі дүниесінде нені ойласаң, сенің алдыңнан сол шығады деген сөз ғой. Сен нені көп ойлап жатсаң, сол. Енді бұлар кейбір бұны шектен шығып пайдаланып кететіндер бар. Мен бай болам, сен бай болып кетесің деген сияқты. Енді ол бөлек тақырып, енді ол психологтар білмеймін оны. Оған бөлек енді айтуға болады. Бірақ біз айтайық дегеніміз. Мына нәрсеге адамдар көздері жетті. Ол шариғатта да келген, бірақ адамдардың көзі жетті. Адамды біз тұлғамыз ғой. Адам болғаннан кейін бізде ой бар, бізде сөз бар, бізде іс бар. Осы біздің ойымыз, біздің сөзіміз, біздің ісіміз біздің болашағымызға, біздің жағдайымызға әсерін тигізеді. Ол әсерін тигізетін болғаннан кейін идея материализуется деп сен айтып жатырсың. Ондай болатын болса, сен жақсы ойды арқалауың керексің деген сөз. Жаман ойды арқаласаң, ол саған зиян алып келеді. Сол сияқты сен жақсы сөйлеу керексің деген сөз. Өйткені жақсы сөз жарым ырыс деп елде бекер айтылмаған. Ал жаман сөз өзіңді де өзгені де бұзады. Таумен тасты жел бұзады, адам мен адам сөз бұзады дейді. Ондай болса, сөздер әсер бар екен. Ол просто бір шыққан бір дыбыс емес. Ол әсер бар. Сол сияқты істер. Жақсы іс, негізсең соны орасың дейді. Негізсең соны орасың деген бұл дін адамдардың ғана сөз емес қой. Бұл кез келген бұл сөзді атеистер де айта береді. Яғни өзін адам деп есептейтін, өмірлік тәжірибесі мол адамдар бұны айтады. Негізсең соны орасың дейді. Бірақ бұлардың бәрі дінмен сәйкес. Енді қарайық. Жаңағы сұрақ бойынша, енді Аллах тағала туралы бір бөтен ойда болып тұр ғой. Мынандай нәрсені қарайық. Құранда Юсуф деген сүре бар, енді ұзақ сүрелердің біреусі. Сонда Юсуф бұл Яқұптың балалары ғой. Яқұптың баласы. Жақып деп қоямыз қазақта, 12 баласы болған. Алдыңғы 10 баласы ересек, үлкен, сондай, бәрі парасатты. Сөйтіп, соңғы 2 баласы бар. Жүсіп пенен Биньямин деген 2 баласы бар. Бұлар өмір сүріп, балалар өсті, белдері жуандады, елдің алдында құрметті болды, кісінің қызығы қызығатындай дәрежеге жетті. Бір уақытта осы балалардың кейін проблема болды. Ең соңында, енді уақиғасы ұзағында құдыққа тастап кетті. Ең соңында Жүсіп, былай айтқанда біздің тілмен айтқанда министр финанс болды деген сияқты, балалар, ағалары енді жаңағындай соған зиян жасаған, зұлымдық ойлаған ағалары ең соңында оның алдында қиналған кезде алақанын жайып қалды дегендей. Ең соңы солай бітеді бұл историясы. Бірақ историяны Құран басталған кезде мынандай нәрсемен басталады да, көбіден байқамайды. Біз ойлаймыз, ағалары қандай қатыгез, ағалар құдыққа тастап кетті, ағалары бүйтіп кетті, ағалар жамандық қылды, ағалар жаман жала жапты. Ең соңында Аллах тағала бәрі Жүсіпті ақтап шықты, оның мәртебесін биік қылып көтеріп қойды, ағалар алдында келіп кешірім сұрады, біз енді қателестік деп айтты деген. Осындай болып бітіп жатыр да. Кино сияқты ғой, бір барады да сөйтіп ең соңында бір әдемі бітті деген сияқты, жеңіске жетті деген сияқты. Бірақ осының бастамасында мынандай нәрсе бар. Жаңағы алғашқы 10 ағасының мынандай сөзін айтады. Олар өздерімен отырған кезде бүйтіп айтады. Инна абана лафи далалим мубин. Біздің әкеміз негізі қателесіп жүр дейді.
әкесі жоқ жерде әкелер туралы жаман сөз айтады, оны беріп алып сыртынан. Яғни оларда әкесі туралы жаман ой бар. Әкеміз бізге қателесіп жүр дейді. Әкеміз бізге әділетсіз дейді. Өйткені себептері бар. Өйткені Жүсіп түс көрген. Түсін әкесіне айтқан кезде әкесі оның пайғамбар болатынын біліп қойды. Бірақ оны сен ешкімге айтпай тұра тұршы деді. Енді түсін ең соңында орындалды ғой, енді ол пайғамбар болды ғой. Сосын енді әкесі 12 баласының ішінде қай баласының пайғамбар болатынын білгеннен кейін ол енді ішкі дүниесі сезіп тұр ғой. Ана баласын көрген кезде ерекше мән беріп, соны аналар да сезіп қалды. Жота біздің әкеміз. Олар енді Жүсіптің түс көрген, әкесі оны жорып бергенін білмейді олар. Біздің әкеміз жота әділетсіз болып бара жатыр ғой. Жүсіпке басқаша, бізге байқайсың ба көз қарасы, сөз саптасы. Әкеміз адасып жүр деді. Қызғаныш енді бар деген сияқты, шайтанның уасуасы бар деген сияқты. Бірақ айтайын деп жатқан нәрсе, бұл не? Әкеміз адасып жүрген, бұл идея. Идея кейін сөз болды. Одан кейін он действие басталды. Яғни он баланың бақытсыз болып қалуы, мықты, белі жуан, кереметтен бақытсыз болып қалуы әкелері туралы заңсыз жаман ойға түскен үшін. Бұл адамдар, әкесі жаратылыс, балалар жаратылыс. Ал сен әлемнің Раббысы Аллах Тағала туралы жаман ойға түсіп жатсың. Сөйтесің, бақытты күтесің. Әкең туралы сен айтып жатсың, идея материализуется деп жатсың. Онда сенің Құдай туралы мына миың ішінде бір, білмеймін, бір өмірде бір сәтсіздік болды ма, қызың тастап кетті ма, бизнесің жүрмей қалды ма, болмаса бір мұсылман адам сенің көңіліңе тиетін сөз айтып қойды ма, тағы басқа болды ма? И сол келді ма, ай Құдай әділетсіз ау. Дедің, и болды уже. Сенен ол сөз шыға береді. Жаңа сұрақ қалай еді? Жаңағы адамдар өмір бойы күнә жасап, соңында тозаққа кетсе, бұл өмір тек дәлел жинау процесі. Бұл айтқанда компромат жинап жатыр ма деген сияқты. Сонда сен сөйтіп ойладың да, сол ойыңа қарай өзіңе бір дәлелдер жинай бастадың. Сол үшін аятта да, хадисте де не деп келеді? Керемет бір құлшылықтың түрі бар. Аллах Тағала туралы жақсы ойда болыңдар дейді. Аллах Тағала туралы жақсы ойда болған кезде сен басқаша бола бастайды. Өмірге деген көз қарасың. Бәрі басқаша бола бастайды. Хикметтер ашыла бастайды. Сол үшін Абай атамыз бір керемет сөз айтады ғой. Көңілден кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі дейді. Даналық кітап қайналып кетеді. Сен Құдай туралы кір ойыңнан алысташ, түсіну оңай болады. Ал енді шынымен де біз өмір сүріп жатырмыз. Енді кімнің тозаққа, кімнің жәннатқа кіретінін Аллах біледі. Оны өмірінің соңғы демімізге дейін шынымен де Аллах қана біледі деген сияқты. Біреу жақсы істеп жүріп тозаққа түсетіндер болады өмірінің соңында. Енді ол өзінше бөлек хадис, тағдырға байланысты. Біреулер керісінше жаман істеп жүріп жәннатқа кіріп кететін адамдар да болады. Сосын Аллах Тағала қарап біреуді жаман жолға түсірген болатын болса, ол әділетсіздіктен, ол ойыншық қылғаннан жаман жолға түсіріп жатқан жоқ. Өйткені Құран аятында келеді: "Фаламма зағу азағаллаху қулубахум". Бір адамдар қисая берді, Құдай қисайтып тастады дейді. Қисайтып тастады дейді олардың өздерін. Сол үшін ол шынымен де компромат деген кезде, бұл компромат деп айтпаймыз. Бұл дәлелдер. Біз өмір сүріп жатырмыз, біздің сөйлеген сөзіміз тіркеліп жатыр. Ма ялфизу мин қаулин илля ладайhi рақибун атидун. Сен сөйлеп жатсың, сенің қасында дайын тұрған періште бар, жазып қояды, болды. Біздің істеріміз тіркеліп жатыр. Бұның бәрі. Қай уақытта, қай кезде не істедік, не қойдық, тіркеліп жатыр. Ертең бізге кітап, амал дәптері беріледі. Оқы дейді. Ол кітапты. Иқра китабак ва кафа би нафсика ал-йаума хасиба. Бүгін сен есеп беретін күнің дейді. Яғни біз өзіміздің былай өміріміздің несін авторымыз ғой, жазып жатырмыз деген сияқты. Сол күйін жазып жатырмыз. Енді қазір былай қылатын болсақ, бір адам, бір мықты ізгешуші, бір следователь адам бар дейікші, тәжірибесі жинаған екен. Біреуді қарап тұрды, мынаны қамайық. Мен тәжірибем бар, опытым бар. Бұл ертең қылмыс жасайды.
адам өлтірмей тұрған кезде қамап тастайық. Коллегалар бұған келісе ме? Қойай. Сен кісі өлімі болып жатқан жердің өзінде сен қасында тұрған адамды көріп, оны қамап тастамайсың ғой. Сен шынымен сол өлтірмедім, оның үшін біраз процесс болады, сот процесі болады. Сосын жиналып келеді, сосын бар ол кінәлі емес екені анықталады. Сен өмір сүріп жатсың, сенің бүкіл ісің тіркеліп жатыр. Одан кейін барып Аллахтың алдында сондай процесс болады, сот процесі болады. Сондықтан Аллах Тағала егер біреуді тозаққа тастаған болса, бұл ойын күлкішін емес, әділеттігімен болатын нәрсе. Сол үшін айналып келген кезде қайтадан не болып тұр? Аллах Тағала туралы нашар ой. Айналып келген кезде қайтадан қандай болып тұр? Адамның ақылы жетпейтін нәрсені болжамменен түсіндіру арқылы күдік салу болып тұр да. Түсінікті болды. Сосын тағы бір сұрақ, рухтар әлемі және ұмыту. Исламда рухтар Аллахқа уәде берген дейді. Бірақ біз оны ұмытып қалдық. Ұмытқан нәрсе үшін жауап беру әділ ме? Құрандағы аятты айтып жатқан шығар. Бұл сұрақты қоюшы адам мүмкін Құранды бір оқыған болу керек. Ол жерде Аллах Тағала Адам ата алейхиссалам жаратқан екен, ұрпақтарын шығарып, енді кейбір тәпсірде рухтары деп қояды. Сөйтіп аласту бираббик, мен сенің раббыларың емеспін дегенде, бәлә, сен біздің раббымсың деп жауап берген дейді. Сол кездегі. Сондықтан енді кейбір ғалымдар айту бойынша ол біздің табиғатымыздағы бір жүрегіміздің бір қиналған сәтте Құдайды іздеп қалуы, бір жақсы жеткен кезде Құдайға бір шүкір еткісі келіп тұрғаны осы содан қалып кеткен сезімдер дейді. Оны фитра деп атайды. Яғни сонда бір сезім бар да. Адам өзінен өзі оянып кететін сезімдер бар. Кей кезде байқамай, мына өмірде адамдар байқайтын шығар. Мен бір нені көргем, қызық үзінді. Енді дін саласында болған екенбіз, дінге қатысты нәрселерді қараймыз ғой. Илон Маск Құдайға сене ме, сенбей ме деген сияқты, енді ұлы тұлғалар, кіші тұлғалар деген сияқты. Сонда бір түрік кісі, енді жақсы киінген, өзі оқығаны бар екен, ол да бірақ атеистік көзқараста. Бірақ сөзіне қарағанда мұсылман семьясында өскен ғой, әкесі, шешесі мұсылман болғанға керек. Сөйтіп енді Құдай бар ма, жоқ па деген тақырыпта дискуссия өткізіп жатыр екен. Кәдімгі әдеппен өтіп жатыр, ешқандай талас жоқ, ешкімді не жатқан жоқ, сарказмға түсіп жатқан жоқ деген сияқты. Сөйтіп өткізіп жатқан кезде анау түшкірді. Түрік түшкірді. Түшкірді да, енді Құдай жоқ екенін айтып отқан адам түшкірді да, артынша альхамдулилля деп айтты. Яғни ол Құдай жоқ деген, оған альхамдулилля керек емес, енді Аллахқа мақтау болсын деген сөз ғой енді. Бірақ ол әке шешесі соны естігенде құлағы үйренгенде, енді кейін ол сөйтіп ақталуға тырысады. Енді бұл енді әдет болып қалған нәрсе, мен Құдайға сенгенімнен емес деген сияқты. Біреулер қатты қорқып кеткен кезде бисмиллах деп айтады да, жоқ мен жай әдет болып қалған шығар да, қорыққаннан емес деген сияқты ақталуға тырысады. Бұл кісі, жаңа Құдайда жоқты деп дәлел айтқан кісі түш көрді да, мұсылман семьясынан шыққаннан кейін альхамдулиллах деді, бірақ та өзі ұялып қалды, өйткені запись жүріп жатыр ғой, ел қарап отыр ғой бәрі. Сөйтіп қалды да, не деп айтты? Астағфируллах, мұсылман екенімді атеист екенімді ұмытып қалыппын ғой дейді. Сөйтіп ол қайтадан өз-өзіне былай неғып қалды. Сол үшін кей кезде біздің табиғатымызда бір нәрсе бар. Ол Аллах жаратқан кезде сол бір қалып кеткен. Ал бір нәрсені естен шығармайық. Ұмытқан нәрсеміз үшін жауап береміз дегенде. Ұмытқан нәрсеміз үшін жауап бермейміз. Құран аятында өзі солай. Раббана ла туахизна ин насина ау ахтана. Я Аллах, егер мен ұмытқан болсам, қателескен болсам, жазалай көрме. Бұл қабыл болған дейді. Ұмытқан нәрсесін күнәһар болмайды. Мысалға айтайық, мұсылман баласы намаз оқу керек, 5 уақыт намаз оқу керек. Ол есінен шығып кетті асыр намазын. Әдейілеп жіберген жоқ, бірақ есінен шығып кетті. Ұмытып қалды. Сөйтіп шам намаз болған кезде ел оқыдым, охо, мен ұмытып кетіппін ғой асыр намазын. Күнә жазыла ма? Жазылмайды. Оған тек қана кафараты өтемі, қазасын өтеу керек болып қалады. Енді сені Құдай жаратты, рухтардан сұрақ алыпты. Енді біз рух емес, біз бертіндегі нәрселерді ұмытып қалып жатырмыз ғой енді. Жаңа мектептегі менделеев таблицасын ұмытып қалыппыз да біз. Енді сен Адам ата алейхиссаламның замандағы нәрсені ұмытып қалатын, енді ол бір таңғалатын дүние емес. Бірақ егер сол кездегіні ұмытып қалсақ,
Одан кейін Аллах тағала бізге ешқандай пайғамбар жібермесе, одан кейін сақтап қойған Құранын түсірмесе, ештеңе болмаса, онда айтсаң болады. Мен ұмытып қалдым, мені жауапкершілікке тартпа. Мен ана жақта мисақ кезіндегі уәдемді ұмытып қалдым, рухта әлемдегі уәдемді ұмытып қалдым. И мына жақта мен вообще маған кітапта түс келген жоқ, пайғамбар да келген жоқ, мен ештеңе білмеймін. Бірақ сен оны ұмытып қалдым дегеніңмен, мына жақта Құран жоқ болып қалған жоқ қой. Құран тұр ғой. Сен ұмытып қалдым деген пайғамбарлар тұр ғой. Сондықтан ол сылтау болып табылмайды. Түсінікті болды. Тағы бір сұрақ. Дұға тағдырды өзгертеді дейді. Ол қалай өзгереді, егер бәрі жазылып қойған болса дейді. Қайтадан енді Аллахтың білімімен танысу болып қалды. Аллах тағала бізді кешірсін. Аллах бізді кешірсін. Жаңағы періште білмейтін нәрсені білетін сияқты сөйлегіміз келеді. Пайғамбарлар білмейтін нәрсені сөйлегіміз келеді. Иә, тағдырда бәрі жазылған, Аллах бәрін біледі, бәрін жаздырып қойды. Бірақ оны Аллах біледі, біз білмейміз. Осыған ұқсас сұрақты, енді ниетің дұрыс болатын болса, ниет дұрыспенен жаңағы осы қалай деп мен соны ара жегін білу үшін қойып жатқан болса, енді күнәһар болмайды ол адам ондай сұрақ қоюшы. Бірақ ар жағында Құдайды кемсітейін, дінді кемсітейін, мұсылманды мазақ қылайын дейтін онда күнә болады. Иннамал аъмалу бинният, әрбір іс ниетке байланысты дейді ғой. Өйткені бұндай сұрақтарды пайғамбарымыз кезінде, пайғамбардың қасындағы адамдардың да қойғаны кездескен оқиға бар. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам бір кісі қайтыс болып, оның қабір басына жерге жерлеген кезде айтады: Аллах тағала сендердің барлықтарының кімнің жәннатқа, кімнің тозаққа кіретінін біледі дейді. Тағдырды айтады, білетіндігін. Сол кезде бір кісі сұрайды: Я Аллахтың елшісі дейді, саллаллаху алейхи вассалам, бәрі белгілі болатын болса, фиман амал, не үшін біз құлшылық істеуіміз керек? Белгілі ғой бәрі. Сценарий жазылған ғой. Енді осындай сұрақ туындады жаңағындай. Не үшін бізден амал істеуіміз керек? Бәрі белгілі. Пайғамбар не деп айтты? Істемей-ақ қойыңдар деп айтқан жоқ. Пайғамбар айтты: «Иъмалу», амал істеңдер деді. «Факуллун мияссарун лима хулиқа лах». Адам неге жаратылған болса, соның ісі жеңіл болып тұрады. Жәннатқа баратын адамға жәннаттың ісі жеңіл, тозаққа баратын тозақтың ісі. Бірақ пайғамбар амал таста деген жоқ. Бірақ және айтам, есімізден шығармайық. Бұны Аллах біледі, біз білмейміз. Егер сен көрсең, тағдыр барып, ұшып барып, ана тағдыр тақшасын, оны енді ешкім жете алмайды, оны пайғамбарда жеткен жоқ, періште жеткен жоқ әлі. Аллахтың қасындағы, айында уммул китаб дейді, тағдыр кітабы Аллахтың қасында тұр дейді. Соны көріп, фамилияңды көріп, атыңды көріп, пәленше тозаққа түседі десе, болды деп тастай бер. Енді ондай болатын болса, біз ұмтылуымыз керек жақсылыққа қарай. Кей кезде дінге осы мысалдарды біз пайдаланамыз да, дүниеде адамдар пайдаланбайды да, сен балаңды оқытпай-ақ қойсайшы, қазір бір атеистке, болмаса мысалы мұсылманшылық керек етпейтін, исламды жек көретін адамға айтатын болсақ, енді олар кемсіту мақсатында айтып жатқан жоқ, жалпы енді мысал ретінде түсінікті болсын. Ол баласын мектепке беріп болмаса баласын университетке, жоғары оқуға беріп жатқан болса, қайтесің? Бұл бәрі базарда таш кетереді. Мынаның бәрі ақша дала кетеді ғой. Не қыласың университетке оқытып? Не қыласың сен 9 жыл мединститутқа оқытып балаңды? Хирург болмайды сен балаң. Ол бәрі таш кетереді. Қоя бер, шығын жасама десек, ол соған тыңдай ма? Тыңдамайды. Қой енді оны, мен білмеймін, Алла біледі ғой. Ол кезде Алла біледі екен да, ол кезде. Ол кезде Алла біледі екен. Жоқ, мен көрейін, оқытайын. Жақсылыққа ұмтылу керек қой. Таш кетіреді деп қоя сала бола ма? Әрекетін жасау керек, әрекетке қарай берекет қой деп. Ал дүниеге кезі Аллах біледі екен да, ал тағдырың кезі Аллах білмейді, сен біліп тұр екенсің да, тозаққа түсетінді. Қалай оны жазылып қойған тағдыр қалай өзгертеді? Енді шынымен ол дұға хадис бар. Хадисте келеді, бұл сахих хадис болып есептеледі. Ла ярдул қадра илля дуа дейді. Тағдырды дұғадан басқа ештеңе өзгертпейді дейді. Бұл керісінше мұсылман баласына берген мүмкіндік. Біз ар жақта білмейміз, бірақ тағдырымызды өзгертудің бір әрекеті бізге берген мүмкіндік, Аллахтың бізге берген мүмкіндігі. Бұл Аллахтың әлсіздігі емес. Біз дұғамыз арқылы тағдыр өзгертуге әрекет жасауға болады екен. Ондай болатын болса, бұл не деген сөз? Өзіңе, бала шағаңа, жақыныңа жақсы тілектерді тілеп жүр дегенді білдіреді.
Сосын мына сұрақ тағы бір енді қиын болып тұр. Аллах менің тозаққа баратынымды білсе, неге мені жаратпай ақ қоймады, немесе неге бәрін жаннаттық етіп жаратпады дейді. Енді ол жоғарыда бұл сұрақ айтылған сияқты, менен сұраған жоқ қой Құдай жаратқаннан кейін неге маған жауапкершілік арқалатты деген сияқты. Жаңағы жоғарыдағы бір қыздың, бойжеткен қыздың әке шешесі мен сендер мені дүниеге келтір деп айтқан жоқпын, сондықтан маған мораль оқымаңдар деген сияқты әңгімесі болып тұр ғой. Неге бәрін жәннат қылып жаратпады, неге бәрін тозақ қылып жаратпады деген сияқты. Енді Аллах тағала жаратқандар бар, періштелер мысалы жәннат қылып жаратты деген сияқты. Ал енді жаратылыс әртүрлі ғой. Адам бар, періште бар, жануар бар деген әрқайсысынан бөлек. Мысалға жануарлар ол жаңағындай сауапты істі істеді екен деп жәннатқа кірмейді. Күнә істесе екен тозаққа түспейді. Олар топыраққа айналып кетеді. Өйткені олардың дәрежесі сол. Періштенің дәрежесі олар жәннатқа болады. Ал адамға Аллах тағала оған нәпсі берген, ақыл берген, сөйтіп мына дүниеге Аллах тағала соның қалай пайдаланып көру үшін жіберген. Енді сен міндетің Құранда келген сияқты құлил хаққу мир роббикум, ақиқат Раббыңнан келді дейді. Қалаған адам иман келтірсін, қалаған адам күпір қылсын дейді. Саған таңдау беріп қойды. Енді сен таңдасайшы, саған ұнамай тұр ма тозаққа барған? Онда тозақтың ісін істемей ақ қой. Адамдардың бәрін неге жәннат қылып жаратпайды? Жәннатқа баратын істерді бірақ айтты Аллах тағала. Сен жәннат саған қатты керек болып тұрған болса, онда мына тірлікті істесең жәннатқа барасың деді. Кім сенің қолынан тосып тұр? Сол үшін бұл жерде зорлық жоқ. Бұл жерде Аллахтың берген таңдауы бар адамға. Сосын тағы бір сұрақ мына жерде. Періште, жануар, адам айырмашылығы дейді. Неге періште күнә жасай алмайды, ал адам жасай алады? Егер періштеде ерік жоқ болса, ол автомат сияқты ма? Ал жануарларда жауапкершілік жоқ, неге адамда ғана бар? Бұл әділет тұрғысынан қалай түсіндіріледі? Енді былай, бұл сұраққа өзі жауап беріп жатқан сияқты. Шынымен де жаратылысы бөлек. Періштенің жаратылысы адам жаратылысына ұқсамайды. Хулиқатил малаикату минан нур, періштелер нұрдан жаратылған дейді. Ал шайтан оттан жаратылған деп келеді. Адам мима усифа лакум, енді сендерге айтылған топырақтан жаратылған деп келеді. Сонда мұның өзіне тән қасиеті бар. Періштенің қасиеті адам қасиетінен ерекше болғаннан кейін, оған өзіне тән былай айтқанда жауапкершіліктер жүктелген. Адамның жаратылысы періштен бөлек, ол адамға тән нәрселер жүктелінген. Яғни ол өз миссиясын орындалып отыр деген сияқты ғой. Бір нені келтіреді ғой хадисте. Бір кісі енді сиырмен бұрын жер жыртатын болған ғой, соға. Мен жаңағы сүртетін, бірақтан сиырдың үстіне жүк салмайтын болған, түйенің үстіне жүк салатын болған, енді олар белі бөлек та. Сонда сиырмен жер жыртпай үстіне жүк салған кезде Аллах сиырға тіл беріп айтқан екен дейді, мен бұл үшін жаратылған жоқпын дейді. Мен жеріңді жыртып беремін, бірақтан мен сенің жүгіңді көтеріп беремін, өйткені белі оған шыдамайды. Сол үшін стейк деген тамақ бар ғой, негізі сиырдың белінен алынатын не ғой, ең шын несі. Өйткені сиырдың ең салмақ түспеген, неп қалмайтын жұмсақ еті сол. Енді ол үшін жаратылған жоқпын дейді. Яғни біз періште, ол өзінің миссиясы бар. Жануар әлемінің өзінің миссиясы бар, біздің миссиямыз бар. Біз өзіміз не үшін жаратылдық? Ома халақтул джинна вал инса илля лиябудун, жындар мен адамды ғибадат үшін жараттым дейді. Онда біз өз миссиямызды орындауымыз керек. Періштені сылтауратып, жануарларды сылтауратып, жауапкершіліктен қашуымызға болмайды. Түсінікті болды. Сосын маған жазып жатыр да, енді алдыңғы подкасттан кейін біраз адамдар номерімді алған болатын. Егер мұсылман, қазір осы сұрақ жазып жүрді WhatsApp-қа. Егер мұсылман адам ауыр күнә жасап, тіпті адам өлтіріп, кейін шын тәубе етсе, кешірілуі мүмкін, және жұмақта жүреді. Сенің балаңды өлтіріп алып, еще сенің қасыңда жұмақта жүреді. Ал атеист адам ешкімге зиян келтірмей дейді. Жақсы өмір сүрсе, бірақ иман етпесе, тозаққа кетеді делінеді. Бұл жағдайда әділет қай жерде дейді. Түсіндім. Қазір қарайық. Мұсылман деп отқан, енді Құдайға сенетін, ақыретке сенетін, тозаққа сенетін, жәннатқа сенетін адамды айтып жатыр ғой. Енді атеист деп Құдайға да сенбейтін, тозаққа да, жәннатқа да ештеңеге сенбейтін адам деп отыр. Бірақ енді жаңағыдай мұсылман адам өмірде бір күнә істеп қойыпты. Мүмкін мұсылмандардың күнә, Адам ата алейхисаламның екі баласының арасында кісі өлтірме болды ғой. Енді олар да мұсылман,
бірақ осындай күнә ұрынып қалды. Мұсылмандардың ішінде енді бәріне айтайын, бірақтан көпшілігі енді жақсы. Ішінде кезіп арақ ішіп қоятын болуы мүмкін, зина істеп қоятын болуы мүмкін, жаңа кісі өлімін жасап қойған болатын мүмкін. Бірақ ол жай ғана тіке жәннатқа кіріп кетпейді. Ондай нәрсе жоқ. Есеп болады. Омай яқтул муъмина мутаамидан фажазау джаханнам. Кімде-кім әдейілеп тұрып мұсылман баласын қанын төккен болатын, өлтірген болатын болса, жазасы жаханнам дейді. Жауап беру керек болып қалады оған бәрі. Яғни сен зина істедің ба? Жауап беруің керексің. Кісі өлтірдің ба? Жауап беруің керексің. Біреудің дүниесін тартып алдың ба? Жауап беруің керексің. Бірақ кей кезде не болуы мүмкін? Сен бұған тәубе етіп, құнын төлеген болатын болсаң, жауапкершілік мойнынан түсуі мүмкін. Бір адам бір кісінің барды да баласын өлтіріп қойды. Машинамен қақты ма? Туысқандардың алдына келіп бас иді. Сөйтті де құнын төлеп берді. Кешірім сұрады. Аналар кешірді. Еркісінікі 100 деген сияқты. Онда осылай болатын болса, онда ол күнәсінен Аллахтың алдына алып бармайды. Жаңа мұсылман адам. Мұсылмансың деген осы білгенді істей бер деген нәрсе жоқ ол жерде. Мұсылманшылықтың өзінде бір деңгей бөлінеді ол. Сол үшін жәннат деген ол бір ғана қақпа, кіріп келетін жер емес қой. Жәннатта даражат дейді, дәрежелер ғой. 100 дәреже бар. Пайғамбарлар жүретін дәрежелер бар деген сияқты. Ең соңында дозаққа түсіп сүйретіліп кіретін дәрежесі бар. Яғни сенің мұсылман болуың сен жауапкершілікті мойнынан жүктемейді. Яғни сен Аллахтың алдында да жауап бересің. Егер ол кісінің хақысы болса, кішкене бұл қиындау. Алланың хақысы болса, Аллахтың көбінесе мейірімді. Сол үшін ғалымдар айтады, хукуқуллах мабниятун алал мусамаха, Алланың хақысы кеңшіліктің үстіне орналасқан дейді. Сен балиғат жасыңда 14 жасқа толыпсың, бірақ 40 жасында намаз бастапсың деген сияқты, сен пәленбай жыл намаз оқымағансың, 40 жастан кейін арғай бардың, Аллах Тағала сені кешіруі мүмкін. Болмаса сен өмір бойы намаз оққан жоқсың, бірақ та өлетін кезде тәубе қылыпсың деген сияқты, кісінің хақысын қайтарыпсың. Бұл намазға байланысты, оразаға. Аллах кеңшілік жасауы мүмкін. Бірақ хукуқул айбад манала мушаха, адамдардың хақысы сараңдықтың үстіне құрылған дейді. Сен мұсылмансың, біреудің дүниесін тартып алдың. Сен мұсылмансың, біреудің қанын төктің. Сен мұсылмансың, біреудің үстіне жала жаптың. Сол адам кешірмесе, Құдай кешірмейді, ондай нәрсе жоқ ол. Ана адам кешіру керек сені. Кешірмесе сен жауап бересің. Кісі өлтірген үшін жауап бересің. Түбі жәннатқа кіресің, бірақ жауап бересің. Мына дүниеде сотталады ғой, кісі өлтірген 15 жылдан кейін шығады ғой. Сен жауап бересің, одан кейін бір уақыттан кейін тозақтан шығасың. Иманың болған үшін шығасың. Бірақ қылмысың үшін жауап бересің. Ондай нәрсе жоқ. Яғни сен мұсылман болдың, сен білгенін істей бер, тонай бер, болды жәннатқа кірген. Ол өтірік. Олай елге ондай жалған ақпарат жіберуге болмайды. Екінші, сол үшін шариғатта жаңағы не Алланың хақысы және адам хақысы деп екіге бөлінеді. Осы екеуін қатар алып жүру керек. Алланың хақысы ең азы, ең маңыздысы, ең қысқасы. Серік қоспайсың, құлшылығын істеп бересің. Сен бір Аллаға сыйындың, қандай серік қоспайсың, 5 уақыт намазыңды оқыдың, Алла айтады, не қыламын сендер азаптап дейді. Болды, Алланың хақысын беріп қойдың. Бұл ең жеңілі. Ең көп біздің ойымызда адамдардың хақысы, әке шешенің хақысы, бала шағаның хақысы, әйелдің хақысы, көршінің хақысы, жұмыстың хақысы деген осы хақтар біздің ойымызда. Осы бізді неге шаршататын? Бізді Аллах шаршатып жатқан жоқ. Бізді адамдар шаршатып жатыр. Сені шаршатқан адамға ренжейін деп Аллахқа мінез көрсетудің қажеті жоқ. Сондықтан мұсылман болдың, бәрі кешіріледі деген нәрсе жоқ. Жауап бересің. Екінші, жаңағы айтып отыр ғой, бір атеист бар, ешкімге несі жоқ, тып-тыныш жүр деген бір қызық айтайын сендерге. Енді қарайық. Көбінесе ешкімге зияны жоқ атеист неге дозаққа түсу керек деген сұрақ қояды. Мен сендерге айтып қойын. Ешкімге зияны жоқ атеист исламға, мұсылманға, Құранға, ақыретке, пайғамбарға тіл тигізбейді. Ондай атеисттер бар. Енді осы адам дозаққа түсіп қалуы мүмкін ба? Сенбеген үшін. Түсіп қалуы мүмкін, бірақ дозақта даракат дейді. Ол төменге қарай кетеді. Ал енді көбінесе осы сұрақ қоятын адамдар, қарапайым халықты діннен алыстау үшін бұндай сұрақ қоятын адамдар, олар кәдімгідей ашық исламды жамандайтындар. Жала жабатындар. Сөйтіп келеді де, ешбір кінә беймәлім сияқты. Ешкімге зиян қылмаған атеист неге дозаққа түсу керек деп сұрақ қояды да. Бірақ сен Құдай туралы нашар пікір тараттың. Ақырет туралы, тағдыр туралы жалған пікір тараттың. Құран туралы жалған пікір тараттың. Сен мұсылмандарды мазақ қылдың.
сен күлкі қылдың, олардың кемшілігін таратуға әшкереге мәз болдың. Жауап бересің. Мұсылман жауап берген кезде сен жауап бермейсің ба? Мұсылман адам алды қылмысын жауап бергенде сен жауап бермей тұрсың ба? Ал енді ешкімге зиян жоқ атеистер оны еш уақытта мұсылманды жамандап атқан, Құранға тиісіп атқан, діннен қашырғанын көрмейсің. Бірақ ол Құдайдан сұрады дүниені ғана береді, болды. Өйткені ол жәннат сұраған жоқ қой. Сен жұмыс істемесең саған айлық бермейді ғой. Сен жәннат сұрамасаң сен жәннатқа қалай кіресің? Сен сұраған жоқсың ғой. Бірақ жаңағы дозақтың мүмкін сондай бір азабы аздау жеріне кіріп қалуы мүмкін, өйткені сен жәннат сұраған жоқсың. Жұмыс істемеген адамға айлық берілмеген сияқты. Бұл жерде мен түсінген бойынша тозаққа кіретін адам да, жәннатқа кіретін адам да күнәһар. Енді күнәсті есеп береді. Бұл деген жай ғана былай бетіп ашты кірісім айт. Мұсылманды жәннатқа кіру үшін де есеп болады. Атеисті тозаққа кіру үшін есеп болады. Есеп болады. Жай ғана нәрсе емес. Және ұстаз, ең соңғы сұрақ, қорытынды сұрақ. Жақсы тағдыр күрделі мәселе екен. Адам оны ақылымен толық қамти алмайды. Бірақ иманның бір парызы тағдырға сену ғой. Тағдырға деген сенімнің адамға берер қандай пайдасы бар? Мұсылманшылықта біз айтып кеттік, иманды өзі 6 парыз бар, соның бір өзі тағдырға иман кетіру деген сияқты. Онда бұның біз түсінбейтін болсақ, не үшін иман кетіреміз деген заңды сұрақ туындауы енді дұрыс деп ойлаймын. Бірақ не пайда береді? Өзі біз тағдырға иман келтіргенде бізге тағдырды зерттеу міндеттеліп жатқан жоқ. Өйткені ол біздің жаңа айттық қой, ақылымыздан жоғарғы біліміміз қамтымайтын тақырып. Бірақ неге сенеміз деген сұрақ туады ғой. Бұған біз жауапты аяттан, хадистен тапсақ болады. Енді не пайда онда? Сен оны түсінбесең, оны толық анықтай алмайтын болатын болсаң, не үшін сенем деген сұрақ туы мүмкін да? Өзі былай екен. Құранда айтады Аллах тағала ма асоба мим мусибатин, тағдырға байланысты аят. Сендерге қандай да бір қиындық келген болса, ма асоба мим мусибатин фил ард, жер бетінде, мүмкін соғыс болып қалды, мүмкін ашаршылық болып қалды, қуаншылық болып қалды, жер сілкінді деген сияқты. Уәлә фи анфусикум, болмаса өздеріңде ауырып қалдың, кісі өлімі, қайтыс болды, жақының қайтыс болды деген сияқты. Илля фи китаби мин қабли ан набрааха, бұның бәрі кітапта жазылып қойған, жаңағы тағдыр кітабында жазылып қойған. Аллах аспан мен жерді жаратпастан бұрын жазып қойған. Ал жақсы, бәрі жазылып қойыпты. Онда жаңағы айтқан сияқты бәрі біздің болып жатқан соғыста тағдырда жазылып тұр екен, ауруымызда тағдыр жазылып тұр екен, өлімізде тағдыр жазылып тұр екен деген сияқты. Не үшін енді? Не болыпты? Біздер тағдыр зерттеушіміз, сенуші болуымыз керек. Аллах айтады: ликайла тасау ала ма фатакум уала тафраху бима атакум. Мақсат осы. Яғни өткенге өкінбеулерің үшін, және өздеріндегі нәрсеге мақтанып тәкаппар болып кетпеулерің үшін дейді. Тағдырға иман кетіру деген нәрсе осы. Яғни бір сенің өміріңде сәтсіздік болып қалды. Ой, салыңды суға кетіріп, бай балам салып, елдің айқайды шығарып, өкіріп, жылап, шашыңды жұлып. Олай істеме дейді. Ал енді сен бірақ жағдайың жақсы болып қалды. Дәулет, билікке ие болдың, байлыққа, тәкаппар болып, кісі танымай кетпе. Ал бұл Құдайдың бергені деп. Сол үшін тағдырға иман келтірудегі жемісі, не үшін бізге иман келтіруге шақырады екен? Қиындықта сабыр қылу үшін, жақсылықта шүкір қылу үшін. Ол есептелінеді. Үмітсіздікке түсіп кетпеу, шараздыққа салынбау, уайымның соңына беріліп кетпеу, құса болып кетпеу үшін тағдырға иман келтіреді. Ал енді жағдайың жақсы болғанда тәкаппар болып кетпеу, мақтаншақ болып кетпеу үшін. Аллах айтады: ликайла, бұл не үшін айтып отырмын сендерге? Тәсу ала мафатып, өткенге өкінбеулерің үшін, уәлә тафрик ма атакум, өздеріңе берілгенге мақтанып кетпеулерің үшін дейді. Аллах жақсы көрмейді, тәкаппар мен мақтаншақтар жақсы көрмейді дейді. Яғни тағдырға біз иман келтіреміз мінезімізді дұрыстау үшін, қиындықтарға төтеп білу үшін, шүкірлікке алғысымызды білдіру үшін. Осы мақсатта. Болмаса, мынандай хадис бар, осымен енді бұл тақырыпты қорытындыласам болады. Ол хадисте былай болып келеді: әл-муъминул қауи хайрун хабидаллах минал муъмин дуаф. Бұл да тағдырға байланысты хадис, бірақ көбісі байқамайды. Осы хадисте айтады да, неге екенін тағдыр бағымында қолданбайды. Бірақ бұл тағдырға байланысты хадис. Жақсы мұсылман дейді,
күшті мұсылман дейді, күшті мұсылман жақсы және сүйіктірек Аллахқа әлсіз мұсылманға қарағанда. Мұсылман өзі деңгейге бөлінеді да. Енді бұл жерде көбісі ойлайды, білімдегі күштілік, байлықтағы күштілік, биліктегі күштілік, денсаулықтағы күштілік деп. Жоқ, хадистің жалғасын көрсек олай емес. Мұсылман болған үшін бәрінде жақсылық бар дейді. Бірақ сен жақсылыққа ұмтылсайшы дейді да, күштірегіне. Кейін не деп айтады? Хадистің жалғасында, егер саған қандай да бір сәтсіздік бейнет басыңа түскен болса дейді. Келді. Басыңа түскен болса дейді да. Онда айтпа дейді, әттең мен былай қылғанда былай болатын еді, биткенде битетін еді, мен былай қылғанда сондай болатын, бұндай болмас еді деп байбаламға батқанда қайға түспе дейді. Уәлекен құл, бірақ айт дейді, қадарулама шафала, Алланың тағдыры қалағаны болды деп айт дейді. Тағдыр Алланы кінәлау үшін емес, өзіңді жұбату үшін керек осындай сәттерде. Күнәңді ақтау үшін емес, Аллахтың алдында ақталу үшін керек бұл нәрсе. Файна кәлиматалау, егер деген сөз тафта аманаша шайтанға жол ашып береді дейді. Сол үшін бұл тағдырға иман келтіру адамды күшейтеді. Мен бір енді біз дін саласы болған екен бүкіл нәрсені көреміз ғой. Ілгерде енді ол кезде сотқа қаттамағаным жоқ еді. Неден әлеуметтік желіден көріп қалып бір қызық нәрсені көргенім бар. Христиан дінінің өкілі. Христиан дінінде де олар Құдайға сену, тозаққа, жәннатқа сену деген нәрсе бар ғой. Мұсылманшылықта біраз ұқсас нәрселер бар. Сонда ол айтады, мусульмане верят в Бога, мы тоже верим в Бога. Они верят в рай, в ад, мы тоже верим в рай, в ад. Верят в ангелы, пророков, мы тоже верим в ангелов, пророков дейді. Но бірақ мұсылмандарда бір сенім бар екен дейді. Вера, предопределение. Соған, білмеймін, ол қай кітапты оққан, мүмкін соны дұрыс түсіндірмей берген кітапты оққан шығар. Соны оқыдым дейді да. Если у мусульман была только одна вера в предопределение, они уже счастливые люди дейді. Уже олар бақытты дейді да. Сол үшін сен тағдырды түбегейлі зерттеп шығам десең, онда сен айтқанда арқаның жетпейтін құдықтың түбінен су алам деп отырған адамсың. Бірақ сен тағдырға иман келтіруің өмірдегі сәтсіздіктерде сынып қалмау үшін, өмірдегі сәттіліктерде тәкаппар болып кетпеу үшін мақсатты қолданған болса, міне ол кезде пайдасын береді. Исламдағы иманға, жаңағы тағдырға иман келтірудің жемісі Құдайда Аллах Құранда айтқанындай. Өкінбеу үшін и мақтаншақ тәкаппар болмау үшін. Түсінікті болды. Рахмет. Бұл жерде сізге үлкен рахмет, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Мен көп білім иелерін шақырған едім, көптеген ұстаздарды, бірақ енді ол кісілердің уақыттары болмады ғой деймін. Сондықтан сізді шақыруға тура келді. Рахмет осы мәселені ашып бергеніңізге. Және де көрермендерге айтарым, біздің мақсат біреуді жеңу емес, сұрақ қою, талқылау, әр адам өзі ойланып осы подкасттан қорытынды жасасын. Сол сау саламатта болыңыздар. Сізге рахмет көп. Жақсы, Алла амандығын берсін, еліңізге тыныштығын берсін, барша мұсылмандар панасын алсын. Жақсы. Рахмет сізге.